Бұл бейнетаспаның басты кейіпкері әйгілі бизнесмен, кинопродюсер, саясаткер Аарон Руссо. Ол Рокфеллер әулетімен және банкирлер элитасының мақсаттарымен егжей-тегжейлі таныс болған бірден бір адам. Және ол элиталардың адамзатқа қарсы құрған жоспарларымен келіспеді. Ал 2007 жылы Алекс Джонсқа берген сұхбатында озбыр элиталардың бар жоспарларын жайып салды. Осы бейнетаспадан сіздер федералдық сақтық қор жүйесі, салық жүйесі, әлемдік банктердің негізгі мақсаты, олардың құрылымдары, халық санын қысқарту саясаты, вакцинадағы вирустар жайлы, феминизм, гендерлік саясат, жаппай чипизация саясаты, бұқаралық ақпарат құралдарының мақсаты, Израиль-Палестина дауы, 11 қыркүйек оқиғасының алаяқтығы, жалған терроризм соғысының шынайы мәні жайлы және көптеген жаһандық түйткілді мәселелердің ақ-қарасына көз жеткізесіз. Есте сақтаңыз, зұлымдықтың өркендеуі үшін бар болғаны жақсы адамдардың үнсіз қалуы жеткілікті. Өзіңіздің санаңызды оятыңыз. Аарон, сіз мұны не үшін жасайсыз? Сіздің өміріңіздің философиясы неден құралған? Менің ойымша, өмірдің маңызы өзіңді жақсы көруде. Егер сен өзіңді жақсы көрсең, басқа ештеңе маңызды емес. Өзіңді жақсы көру, бұл өзіңді құрметтеуді білдіреді. Егер сен өзіңді құрметтесең, демек әлдекім бір игі іс жасаса, құрметтейтіндей іс-әрекет жасауың қажет. Егер саған өз болмысың ұнамаса, онда өмірдің мәні не? Сен әлемдегі барлық ақшаны иемденуің мүмкін, бірақ айнаға қараған кезде, одан көргенің саған ұнамаса, мұның маңызы қандай? Сондықтан мен үшін ең маңыздысы бұл менің өзімнің болмысым және басқалар жасаған жағдайда құрметтейтін өзімнің іс-әрекеттерім. Және сен өмірде адалдықпен, шындықпен өмір сүресің. Мүсінші балшықтан мүсін сомдағандай, адам өзінің мінез-құлқын қалыптастыруға мүмкіндігі бар деп есептеймін. Бір ескі мәтел бар: барыс ешқашан өз орнын ауыстырмайды деген. Мен бұған сенбеймін. Адамдар өздерінің мінез-құлқын толық қалыптастыруға қабілетті деп есептеймін. Және бұл қағиданы өз өміріме енгізгім келеді. Бүгін мен 30 жыл бұрынғы болған адам емеспін. Мен көп нәрсені өзгерттім. Себебі бұрынғыдан сәлде болсын, жақсы болғым келді. Және менің философиям өзіңді жақсы көріп, ар-ұятты, парасатты болып, мінез-құлықпен және тұтастықпен, намыспен өмір сүру қажет. Және бұл өте маңызды. Мен 80-ші жылдардың соңында күміс пен алтынның айтарлықтай үлкен трейдері болдым. Бұрын соңды мен мұны таспаға ешқашан айтпағанмын. Мен күміс пен алтынның айтарлықтай үлкен трейдері болдым. Және мен үнемі салық төледім. Күмістен түскен табыстарымның заңды салықтық шегерулерді оқып жүретінмін. Және бірнеше жыл өткен соң, қателеспесем, 88 немесе 89 жылдары ақш салық инспекциясы менің және мен сияқтылардың жасағандары заңсыз деп мәлімдеді. Біз енді мұны жасай алмайтын болдық. Олар мұны өтіп кеткен күнді қойып жазумен істеді. Мен өткен күнмен деп нені мегзеп тұрсыңдар? Ол кезде бұл заңды болатын. Мен заңды болған істі жасадым деп айттым. Олар: иә, бірақ енді біз мұны уақытты шегеріп заңсыз еттік. Осылайша енді сіз бізге 600 немесе 800 мың доллар қарыз болдыңыз деп айтты. Не үшін? Бұл заңды болды ғой. Сіздер мұны қалайша уақытты шегеріп жасай аласыздар? Уақытты артқа қайтарып заңды өзгерту, бұл қалай болғаны? Мұның ешқандай мән мағынасы жоқ. Олар: ал біз мұны жасадық. Сол себепті біз талаппен сотқа жүгіндік. Ал сот салық инспекциясымен келісті де, олар мұны артқы күнмен жасай алады деп айтты. Міне, сол кезде мен Америкада салық инспекциясында бір нәрсенің дұрыс еместігін түсіндім. Аарон, сіз бұл оқиғаны кешке маған айтқан едіңіз. Және сіз 80-ші жылдардың соны мен салықтық құқық жайлы сөзіңізді аяқтамай жатып, мен артқы күнмен жазу деп айттым. Мен бұл жайлы білетінмін, себебі олар менің әкемді ойсыратты. Бірақ ол төледі, ол білмеді. Ол әлі де бұл Америка деп ойлады. Бұл заң салықтық заңнама болатын. Және олар: сіз артқы күнмен қарызсыз, тек қана артқы күнмен ғана емес, сонымен қатар айыппұл мен өсімпұлды төлеуіңіз қажет деп айтты. Дұрыс. Демек олар заңды артқы күнмен өзгертсе, сіз айыппұл мен өсімпұлы болуы мүмкін бе? Иә, бәрінен бұрын олар артқы күнмен жасай алмайды. Сен қалай артқы күнмен жасай аласың? Өсімпұл мен өсім бұл фарс, барлығы сондай. Себебі олар ойына келгенді жасайды. Міне сол кезде мен Америка, бұл Америка емес екендігін түсіндім. Және азаматтар бұған қарсы ештеңе істей алмайды.
Енді сіз Америка бостандықтан фашизмге фильмін жасадыңыз, және мен осы фильмге тоқталғым келеді. Және мен барлығын DVD-ге көшірмесін жасауға шақырамын. Сондай-ақ ол барлық кинотеатрларда көрсетілді, және ФРС жайлы, салық инспекциясы жайлы, және осы банкирлердің алаяқтығы жайлы ең үздік фильм деп ойлаймын. Және мұны осында сізбен бірге талқылағым келеді. Бірақ мен аздап артқа шекеріп кеше талқылаған сұраққа оралғым келеді. Сіз адамдарға салық төлемеуді кеңес бермейтініңізді айттыңыз. Мен де солай жасаймын. Адамдар, бір сәт тоқтаңыз. Сіз мұны алаяқтық деп айтқыңыз келеді. Бірақ сіз оларға төлеуді кеңес бересіз деп айтады. Және маған сіздің берген жауабыңыз ұнады. Түсінесіз бе? Бұл шын мәнінде айтарлықтай қарапайым. Бұл фильмді жасап болған соң көптеген адамдар маған келіп, жалақысынан табыс салығын төлеуге міндетті ме әлде жоқ па деп сұрайды. Және ешқашан адамдарға төлемеңдер деп кеңес бермегенмін. Оларға бұлай айтуымның себебі, мен айттым. Қараңыздар, мен көптеген зерттеулер жүргіздім. Жоғарғы сот салық инспекциясының ешқандай өкілеттілігі жоқ деп қаулы шығарды. 16-шы өзгерту сіздің еңбегіңіз бен біздің жалақыңызға салық инспекциясына билік бермеді. Бұл факт. Жоғарғы сот елдің заңы болып табылады, және салық инспекциясы жоғарғы соттан асып өте алмайды. Алайда, тіпті бұлай болған жағдайдың өзінде, егер сізге мафия келіп, біз айына $2000 қалаймыз, немесе жағдайың қиын болады деп айтса, мен оларға төлемеуді ұсынбайтын едім. Себебі, сіз оларға төлемесеңіз, жарақат алуыңыз мүмкін. Бұл заңды ма, әлде жоқ па маңызды емес. Егер бас тартсаңыз, жарақат алуыңыз мүмкін. Салық инспекциясымен де дәл осылай. Олар сізге зиян келтіруі мүмкін. Олар сізді түрмеге отырғыза алады. Егер сіз оларға төлемесеңіз, сіз жәбір шегуіңіз мүмкін. Сондықтан мен ешқашан адамдарға төлемеуді кеңес бермеймін. Мен адамдарға, салық төлеңдер дедім. Конгрессмен Хансеннің жағдайы не болғанына қараңыз. Конгрессмен Хансен жақсы мысал болады. Салық төлеңіздер. Бірақ білемісіз, федералдық сақтық қор жүйесін жабыңыздар, және нәтижесінде сіздерге осы салықтарды төлеу міндетті болмайды. Қараңыз, салық инспекциясы проблеманың симптомы болып табылады. Ал шынайы проблема банк секторында және осы елдегі банкирлерге негізделген. Бұл біздің проблемамыздың тамыры болып табылады. Міне осылай біз Американы жоғалттық. Сондықтан, салық төлеңіздер. Сіз оларға төлемесеңіз, сізге зиян көрсетуі мүмкін. Және мен салыққа қарсы шығушылар айтатын барлық аргументтерді естідім. Және мен оларды салыққа қарсы шығушылар деп атамаймын. Мен оларды салықтық әділдік қозғалысы деймін. Себебі олар тым болмағанда әділдік жасауда. Бірақ факт мынаған негізделген. Сізді мәжбүрлейді. Еріксіз төлеуге көндіреді. Себебі сізді абақты күтіп тұр. Сізге отырып шығуға тура келеді. Егер сіз төлемесеңіз, соттағы жемқорлықпен жолығасыз. Сондықтан сіз төлеңіз. Дәл сол сияқты мафияға да төлеу қажет. Бірақ мафиямен тым болмағанда сізде үкімет бар. Олар сізді мафиядан қорғайды. Ал біздің жағдайымызда сізді қорғайтын ешкіміңіз жоқ. Америка халқы матрицада өмір сүреді. Бұл елде барлығы қалай жұмыс істеуінің шындығы жайлы олар ештеңе білмейді. Мен айтып отқаныма мысал келтіруге рұқсат етіңіз. Көшедегі 100 адамнан Америка үкіметі қандай болуы тиіс деп сұрасаңыз, олардың 99% демократия. Америка демократиялы болуы тиіс деп айтады. Бірақ бұл өтірік, бұл иллюзия. Конституцияда демократия сөзі бір ретте жазылмаған. Ол құқық туралы заң жобасында жоқ, ол тәуелсіздік декларациясында жоқ. Негізін құрушылар демократия идеясын жек көрді. Бұл басқарудың ең нашар түрі деп олар ойлады. Және мен олармен келісемін, себебі демократия жағдайында адамдардың 51%, қалған 49%-ын басқарады. Егер сіз 49%-ның бөлшегі болсаңыз, сіз еркін емессіз. Америка конституционды республика ретінде құрылған еді. Және біздің конституционды республикамызда не бар? Бұл адамдардың 99%, 1%-ның құқығын шектей алмайды. Сізде құқығыңыз бар, себебі сіз онымен туылдыңыз. Сізде Құдай берген адами құқық бар. Оны сізден ешкім тартып ала алмайды. Мемлекетте, көпшілікте, олардың кім екеніне қарамастан, мен сіздердің құқықтарыңызды тартып ала алмаймын. Және бұл бізге негізін құрғандардың бергені. Бірақ біздерге қарсы жасалынып жатқан психологиялық операциялар. Біз демократиялы болып табыламыз. Көпшілік басқарады деп біздерді сендіреді. Және олар сіздің бұған сенуіңізді қалайды. Олар сізге әйтеуір бір сауалнамалар айтады. Сауалнамаға қатысушылардың осыншасы мынаны қалады, және мынаншасы ананы қалайды деп айтады. Бірақ мұның барлығы аталғандардың ешқайсысына қатысы жоқ. Гитлер таңдалынып алынды. Гитлер таңдалынып алынды, және Гитлер бәрін заңды түрде жасады. Ал конституционды республикада азшылық көпшіліктен қорғалған. Демократия бұл екі қасқыр мен қойдың түскі асқа не боларына дауыс беру деп Бенджамин Франклин айтпап еді. Өте дұрыс. Ол сондай-ақ республикада өздерін қорғау үшін қойлардың тапаншасы болады деп айтты. Бұл шындық. Америка бұл демократия емес. Бірақ сіз ең ақылды адамдардан басқарудың қандай түрі болуы тиіс деп сұрасаңыз, олар демократия деп айтады. Олардың миын шайып тастаған. Олар бұған сену үшін психикалық операцияға ұшыраған. Олар Иракта демократия орнату үшін бардық деп сенеді. Демократия сөзі, сіз естігенсіз. Джордж Буш, демократия бостандықты білдіреді деп айтады. Жоқ, демократия жаңа әлемдік тәртіпке тең.
Демократия құлдыққа тең. Демократия сөзі бостандықтың синонимі болып табылмайды. Ол бостандықтың қарама қайшысы. Демократия сіздегі басқарудың ең нашар түрі. Себебі бұл көпшіліктің билігі. Және үкімет өз қалағандарын сізге нақты айта алады. Себебі көпшілік солай қалайды. Көпшіліктің қалауы мені алаңдатпайды. Мен өзімнің өміріммен жасаймын. Ал егер мен басқа адамға қарсы зорлық жасамай, ұрлық пен алаяқтық қылмасам, мен өзімнің өмірімді қалай қаласам солай жасай аламын. Бұл менің таңдауым. Және мен қателік жасауға құқығым бар. Себебі қателіктер мен адам үйренеді. Сіз адам ретінде жетілесіз. Біз қаншалықты мүмкін болса, сонша индивидуал болу үшін жер бетіндеміз. Біздің Құдай берген потенциалымызды жүзеге асыру үшін. Біздерге үкімет өмірді қалай сүру мен не істеу керектігін айтуы үшін біз бұл жер бетіне келмедік. Бұл жүйе мен бұл парадигманы біз жасадық. Жоқ, денсаулық жағдайында да дәл солай. Егер сіз науқастансаңыз, сіз белгілі бір хаттамаға еруге міндеттісіз. Далбаса. Индивид болыңыз, өзіңіз үшін ойланыңыз, сыни пікірлі болыңыз. Сондықтан болған жағдай сол. Олар барлығын біз демократиямыз деп үйретті. Шындығында бұл оған сәйкес келмейді. 1913 жылы олар федералдық сақтық қор жүйесін құрды. Енді оларда 1913 жылдан бастап үкімет үшін ақша жасау құқығына ие осы ФРС бар. Дегенмен ол уақытқа дейін үкімет өз ақшасын өзі басып шығаратын. Енді үкімет ақшаға мұқтаж болғанда, олар осы ФРС деп аталатын жекеменшік банктен қарыз алуға мәжбүр болды. ФРС Делавер штатында тіркелген жеке адамдарға тиесілі жекеменшік банк. Қазіргі уақытта не болып жатыр? Үкімет олардан қарызға ақша алады. Сосын үкімет, түсінесіңдер ме, біз бұл адамдарға өсімін төлеуіміз керек. Ал біз оларға өсімді қалай төлейміз? Қанекей, Америка халқының еңбегіне салық салайық. Бұрын соңды болмаған салық. Банкирлерге өсімді төлеу үшін деп айтады. Шынында 1980 жылы Рональд Рейган сендердің ақшаларынан алынған салықтың бірде-бір қызыл центі мемлекетті басқаруға кетпейді, оның барлығы ФРС-қа кетеді деп айтқан. Түсінесіз бе? Бұл Грейс комиссиясының есебі болды. Олар бірде-бір никель елдің инфрақұрылымына жұмсалмайды деп айтты. Онда Рейган үзінді келтірді деп есептеймін. Дұрыс. ФРС-ті құру барысында үкімет ақша алу үшін енді осы жекеменшік банктерге тәуелді жағдайда екенін ерекше айтқым келеді. Олар біздерге салық сала бастады. 1935 жылы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі құрылды. Және олар сіздерге осы әлеуметтік қамсыздандыру карточкасын берді де, идентификация ретінде қолдану үшін емес деп айтты. Әлеуметтік сақтандыру номері тікелей карточкада. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі арқылы олар сіздің жалақыңыздан ақшаны сыпырып алуды бастады. Және мұндай жағдай бұрын соңды болмаған. Әрине адамдар бұған келісті. Себебі олар бұл шегерімдердің барлығы олардың зейнетақы қорына аударылады деп ойлады. Міне сонда олар тағы да табысқа салық салғанда, олар сіздің жалақыңыздан ақша ала бастады. Себебі әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі мұны жасай алды. Сонда олар мұны тағы да жасай алды. Менің не айтып тұрғанымды сіз түсіндіңіз бе? Құнды бір, сіз расымен де құл сияқтысыз. Қалай жалақы алсаңыз дереу ақшаңызды сыпырып алады. Дәлме-дәл. Олар тіпті адамдарға да айтарлықтай сенбейді. Яғни олардың өздері барып төлеулері үшін. Осылайша олар автоматты түрде ақшаңызды сыпырып алады. Себебі олар адамдардың төлегілері келмейтінін біледі. Осылайша ФРС-ті жүзеге асыру арқылы үкімет осы банкирлерге тәуелді болды. Және олар өз ақшаларын банкирлерден алады. Сосын олар біздерге салықтарды жүктеп қояды. Нәтижесінде бізді одан сайын құл қылып, тіршілікті одан сайын қиындатады. Дұрыс па? Оларға одан да көп табыс бере отырып. Нәтижесінде банкирлер ФРС-тің көмегімен айтарлықтай дәрежеде біздің үкіметті бақылауға алды. Енді республикашыл ма, немесе демократ па маңызды емес, себебі олардың екеуі де бірдей. Олардың ешқайсысы ФРС-тің жабылуы жайлы айтпайды, немесе салық төлеуді тоқтатуды, немесе америкалықтардың алдында тұрған маңызды проблемаларды көтермейді. Менің Рокфеллер әулетінен шыққан Ник Рокфеллер дейтін досым болатын. Мен Невада губернаторы лауазымына сайлауға қатысқанымда, ол маған келіп, адвокаты арқылы өзін таныстырды. Және біз дос болдық. Біз әртүрлі тақырыптарды сөйлесе бастадық. Мен Рокфеллер мырзадан көп нәрселерді білдім. Біз сөйлескен тақырыптың бірі, ол банк жүйесінің соңғы жоспары, яғни олардың неге ұмтылғандары еді. Және банк жүйесінің тек ФРС қана емес, Германиядағы, Англиядағы, Италиядағы барлық дүние жүзіндегі жекеменшік банктер барлығы бірге жұмыс істейді. Олардың барлығы орталық банктер. Олардың барлығы коммунистік манифесттің бір бөлшегі болып табылады.
Орталық банктың қызметі коммунистік манифест бағдарламасының негізгі тармағы болып табылады. Америка жайлы сіз капиталистік ел ретінде айтасыз. Бірақ сол мезетте біз үшін бәрін жоспарлап отырған орталық банк бар. Өдемелі табыс салығы коммунистік манифесттің келесі негізгі тармағы болып табылады. Дәл солармен сіз ФРС арқасында енгізілген екі негізгі коммунистік манифест тармағымен қатысты боласыз. Сонымен бұл адамдардың ұмтылған соңғы жоспары, бұл банк жүйесімен басқарылатын бір тұтас әлемдік үкімет құру жоспары. Яғни банкерлермен басқарылады. Және барлық күн тәртібі бір тұтас әлемдік үкімет құрып, әрбір адамға радиожиілік идентификация, чип имплантация енгізіледі. Барлық ақша осы чиптерде болады. Енді қолма-қол ақша деген болмайды. Және мұны тікелей Рокфеллердің өзі айтты. Бұл олардың ұмтылғандары. Және барлық ақшалар осы чиптерде болады. Осылайша қолма-қол ақшаның орнына кез келген уақытта сіздің чипіңізден олар барлығын сыпырып ала алады. Егер олар сіз бізге осынша ақша салық түрінде қарызсыз деп айтса, олар сіздің чипіңізден цифрлық тәсілмен сыпырып алады. Мүлтіксіз бақылау. Мүлтіксіз бақылау. Егер адамдар мен сияқты немесе сіз сияқты болса, және олардың жасап жатқандарына қарсы шықса, олар сіздің чипіңізді өшіріп тастай салады. Және сіз дәрменсіз боласыз. Сіз тамақ сатып ала алмайсыз. Сіз ештеңе жасай алмайсыз. Бұл халықты толық басқару болады. Ал бұл чип сіз жайлы барлық ақпаратты сақтап, әрбір ісіңізді тіркейтін дерекқор жүйесіне қосылған ба? Онда барлығы сақталады. Осылайша олар өздері басқарып отыратын бір тұтас әлемдік үкімет құрғылары келеді. Барлығына чип енгізіледі. Сіздің барлық ақшаңыз чипте болады. Және олар осы чипті басқарады. Олар адамдарды басқарады, ал сіз олардың құлына айналасыз. Ол адамдарға басыбайлы тәуелді боласыз. Бұл олардың мақсаттары, бұл олардың пиғылдары. Мен 10 жыл бұрын үкіметтің құпия құжаттарын ала бастадым. Біз оларды жариялай бастадық. Құжатта федералдар, жергілікті полиция мен әскерилерге, қару-жарақ қожайындары, консерваторлар және ақш конституциясына жиі сілтеме жасайтын адамдарды террорист деп үйреткен. Бұл да екі сөз. Құпия баяндаманы біз штат полициясы қызметкерлерінен алған кезде, ол 2009 жылы бұқаралық ақпарат құралдарына шығып кетті. Бұл Миссури штатында болды. Бірақ оны Рон Пол мен ФРС-ті жапқысы келген адамдарды және бостандықты қалаған адамдарды қаралап федералдар жазды. Ал енді ұлттық қауіпсіздік департаменті сияқты одан да құпия баяндамалар шығып кетті. Оны да федералдар жазды және мұны өздері мойындады. Соғыстан қайтқан ардагерлер террористік қауіп-қатер тұрғысынан қарағанда нөмірі бірінші дұшпан деп саналды. Қару-жарақ қожайындары осы қауіп-қатердің бір бөлшегі. Оқ-дәрі сатып алушылар нөмірі бірінші дұшпан деп саналды. Осы жайлы ойланыңыз. Құрама штаттарын жойып жатқан дербес банкерлер бар және олар полицияларды жасырын түрде тапанша иелері, патриоттар, ардагерлер нөмірі бірінші дұшпан деп дайындап жатыр. Осылайша конституция мен құқық туралы заң жобасын ұстаған Америка адамдары шын мәнінде озбырлыққа қарсы шығушылар террорист болып табылады екен. Себебі олардың өздері террористер, олар ұлтты жаулап жатқан бірлескен қылмыскерлер болып табылады. Аарон, Рокфеллермен қалай танысқаныңызды және онымен сөйлескен әңгімелеріңізді толық айтып беріңізші. Мен Рокфеллермен бір таныс адвокат әйел арқылы таныстым. Бір күні ол маған хабарласып, Рокфеллер мырза сізбен жолыққысы келеді деп айтты. Мен қатты ашуланған атты видео жасадым. Ол осы видеоны көріп, менімен жолыққысы келіпті. Және ол менің Невада штаты губернаторы лауазымына сайлауға түскенімді білетін. Мен әрине онымен қуана-қуана келісемін деп айттым. Және мен онымен кездестім. Және ол маған ұнады. Ол өте ақылды адам еді. Мен онымен әңгімелестім. Ойлар мен идеялар алмастым. Және ол маған 9 қыркүйекке дейін 11 ай бұрын бір оқиға орын алады деп айтты. Бірақ олар қандай оқиға екенін ешқашан айтпайтын. Сол оқиғадан кейін біз Афганистанға басып кіріп, Каспий теңізіне құбыр желісін саламыз. Сосын Ираққа басып кіріп, мұнай кен орындарын бақылауға аламыз. Таяу шығыста база соғып, және оны жаңа әлемдік тәртіптің бір бөлшегі қыламыз. Сосын біз Венесуэлада Чавесті аңдуды бастаймыз деп айтты. Және расымен де кейінірек 11 қыркүйек оқиғасы орын алды. Және Афганистан мен Пакистан үңгірлерінен адамдарды іздеп жүрген әскерилерді көретінімізді, оның маған айтқаны есімде. Және ешқандай шынайы дұшпаны жоқ, терроризммен соғыс басталады. Мұның барлығы үлкен көзбояушылық болады. Бірақ бұл Америка халқын үрейде ұстап отырудың тәсілі болып табылады деп айтты. Ол мұны сізге алаяқтық болады деп айтты ма? Иә. Мұнда ешқандай күмән жоқ. Ол терроризммен соғыс болады деп айтты. Және күліп отырып,
Біз кіммен соғысып жатырмыз деді. 11 қыркүйек оқиғасы орын алды да, содан бері ештеңе өзгермеді деп ойлайсыз ба? Сіз қалай ойлайсыз? Біздің қауіпсіздігіміз соншалықты сенімді бола тұра 11 қыркүйекті ұйымдастырғандардың тағы да бір ұшағын құлата алмады деп ойлайсыз ба? Жарайды. Бұл өте күлкілі ғой. 11 қыркүйек оқиғасы біздің өзіміздің үкімет пен өзіміздің банк жүйесіндегі адамдар арқылы жасалды. Яғни Америка халқын үнемі үрейде ұстап, үкімет олардан не қаласа соған мүлтіксіз бағыну үшін әдейі жасалынды. Міне мәселе қайда жатыр. Осы террормен бітпейтін соғысты бастады. Және бұл бірінші көзбояушылық болды. Келесі көзбояушылық бұл Саддам Хусейнді жаппай қыру қаруымен бірге ұстау үшін Иракқа шабуыл жасау болды. Бұл екінші көзбояушылық болды. Тоқтаңыз, анықтап алайық. Бұл 6 жыл бұрын болды ма? 11 қыркүйек оқиғасына дейін 11 ай бұрын ба? Және сіздің бұрынғы адвокат досыңыз Ник Рокфеллер сізге үлкен оқиға болады. Нәтижесінде терроризм мен соғысқа қол жеткіземіз және ол шексіз жалғаса береді деп айтты ма? Дұрыс, шынайы дұшпаны жоқ, шексіз жалғаса беретін террор мен соғыс. Осылайша сіз ешкімге жеңімпаз ұғымын бере алмайсыз. Және бұл тамаша болады, себебі сіз дұшпанды таба алмайсыз. Мұның барлығы шексіз жалғаса береді деді ме? Иә, ол себебі сен жеңімпазды таба алмайсың деді. Онда дұшпанмен соғыспайсың. Сол себепті шексіздікке дейін жалғастыра беруге болады. Және олар қалағанын жасай алады. Олар Америка халқын өлердей қорқытып отыр. Қараңыз, мына террор мен соғыстың барлығы алаяқтық болып табылады. Бұл фарс. Мұны дауыстап айту өте қиын. Себебі адамдар қорқып қалған. Олар бұл жайлы айтуға жүрексінеді. Себебі сіз бұл жайлы айта бастасаңыз, олар сізді ақымақ, есуас қылып көрсетеді. Бірақ шындық айтылуы тиіс. Міне сондықтан мен осы сұхбатты беріп отырмын. Террор мен соғыс бұл алаяқтық, бұл фарс. Иә, Иракта соғыс болып жатыр. Себебі біз басып кірдік. Бірақ бұл террор мен соғыс па? Бұл жалған. Және біз шын мәнінде 11 қыркүйек күні не болғанын білмейінше, 11 қыркүйек үшін кім жауапты екенін анықтамайынша ештеңе білмейміз. Себебі осы оқиғадан террор мен соғыс шықты. Бұл 11 қыркүйекте болды. Соғыстың ұштануына себеп болды. Және 11 қыркүйек оқиғасының түбіне жетпейінше терроризм соғысының мәнін түсінбейміз. Арон, мен Рокфеллер әулеті жайлы доктор Деннис Каддиден естігенмін, және басқа да адамдардан. Сіз 20 жасыңызда енді колледжді бітірген кезіңіз, және бірден Рокфеллер жолықты. Олар өздеріне сыбайлас қылу жолында жетік маман, өздерінің ойын алаңындағы пешкаларды өздеріне тартудан сарапшы. Олар күмәнсіз сізді өздеріне тартқылары келді. Сіз кеше кешкісін айтқан сөзіңізді тағы да нақтылы түрде қайталап айтқаныңызды қалаймын. Сіз кеше 30% дауыс жинап адамдарға әсер ете алғаныңызды айттыңыз. Сіз қатты ашулы фильмін жасадыңыз. Сіз конституциялық партияны құрдыңыз. Олар сіздің сөзі мен ісі сәйкес келетін адам екеніңізді білді. Сіз ол кезде бірнеше үлкен фильмдер түсірдіңіз және басқа істерде де үздік болдыңыз. Сол себепті олар сізді өздеріне тартқылары келді. Олар сізге: "Ей, біз сені өзімізге тарту үшін келдік, уайымдама. Сенің чипінде бізбен байланыспаңдар, бұл жігітке тиіспеңдер" деп жазылады, деп айтпады ма? Иә, бұл шын мәнінде болды. Мені расымен де өздеріне тартқылар келді. Бірақ бұл сұрақ анағұрлым сыпайы көрінеді. Иә, онда өз сөзіңізбен айтып беріңіз. Сіз мұның не екенін түсінесіз бе? Есіңізде ме, біз дос болдық. Ол менің үйіме көп рет келетін. Біз бірге түскі ас ішетінбіз, әңгімелесетінбіз. Ол маған бизнес инвестициялар жайында айтатын. Немесе олар маған инвестициялық жобама көмектесетінін айтты. Және де халықаралық қатынастар кеңесінің мүшесі болуға қызығушылығымды сұрайтын. Мен оларға қосылуым үшін ұсыныс хатын алуым тиіс еді. Және бұған қызығушылығымды сұрады. Және кез келген салада сізді үздік ету жайлы әңгімелер. Түсінесіз бе? Мен оған шынында мұндай дүниелерді жасамағанымды айттым. Себебі бұл менің қызығушылығымда емес еді. Ник, саған деген бар құрметіммен айтамын. Сенің жолыңмен менің жолым мүлдем бөлек. Мен адамдарды билеп төстеп, құлдықта ұстауға сенбеймін дедім. Ал ол не деп жауап берді? "О, мен осылай жасаймын. Бұл олар үшін жақсы", деді ме? Одан да сұрағы. Мұны қалай айтсам екен? Бұл мынаған ұқсас болды. Олар сені неге алаңдатып отыр? Ол адамдар жайлы неге уайымдайсың? Саған қандай пайдасы бар? Өзіңнің жеке өміріңді ойла. Өзің үшін және өзіңнің отбасың үшін тиімдісін жаса. Ал басқа адамдар сен үшін маңызды ма? Олар сен үшін ешкім емес. Олар жай ғана құлдар. Олар жай ғана басыбайлылар. Олар жай адамдар деді. Мұнда адамгершіліктің жоқтығы еді. Бұл менің қалағаным емес еді. Бұл жүректің суықтығы болды. Түсінесіз бе? Мен одан, мұның баршасының мәні не? Сендерде әлемдегі барлық ақша қолдарыңда бар. Сендерде қажетті күш қуаттарың бар. Мұның мәні не де? Соңғы жоспарларың не деп сұрадым? Соңғы жоспарлары барлық халықтарды басқарып отыру үшін әрбір адамға чип енгізу екенін айтты.
Банкирлер мен элита адамдары бірнеше үкіметтер әлемді басқару үшін чипизация жасауды айтты. Мен халықаралық қатынастар кеңесіндегі барлық адамдар сендердің сенетіндеріңе сенеді ме деп сұрадым. Ол, жоқ, олардың басым көпшілігі игі іс жасап жатырмыз деп ойлайды. Көптеген адамдар социалист болу тиімді деп ойлайды. Біз адамдарға социализмді шын мәнінде капитализм деп сендіруіміз керек деп айтты. Сондықтан Америка социалистік елге айнала бастады. Бүгінде бұл коммунистік ел. Міне бірнеше жылдар өткен соң бұл еркін нарық елі немесе капиталистік ел емес, шынында ол социалистік деп Аарон Руссо айтқандай болды. Міне Newsweek-ның мұқабасы. Біз енді баршамыз социалистпіз. Бірақ бұл үкімет кедейлерге беру үшін байларды тонайды деп ойлайтын социализм емес. Расында бүткіл тарих бойы социализмді үнемі қаржыландырған осы ірі банктер мен элиталар болды. Жұмысшылар тобын ырыққа көндіру үшін және үкіметтің көлемін кеңейту үшін олар ортаңғы топтың қаржысын пайдаланғылары келеді. Яғни, ақыр аяғында ортаңғы топты жойып, және барлығын басқарушы аздаған элитаның озбырлығына қарсы шығуға ешқандай мүмкіндігі болмайтын, сансыз сауатсыз адамдар жасағылары келді. Жаңа әлемдік тәртіптің түп негізгі мақсаты осындай. Бәсекені тұншықтырып, адамдарды бақылауға алып, отбасына ажырату үшін олар үлкен үкіметті қолданады. Негізінен жаһандық плантация немесе неофеодалдық мемлекет жасау үшін. Оның маған айтқандарының тағы бірі мынау. Бір күні біз менің үйімде әңгімелесіп отырдық. Ол күле бастады да, Аарон, сенің ойыңша әйелдерді босатудың мақсаты неде болды деп сұрады. Бұл мәселе бойынша ол кезде қарапайым пікірде едім. Яғни, жұмыс істеп еркектермен бірдей жалақы алу, сондай-ақ дауыс беру құқығы деп айттым. Ал ол күлді де, сен ақымақсың деді. Мен неге олай деп сұрадым. Ол, қане, мәні қандай болғанын мен саған айтайын. Біз Рокфеллер әулеті әйелдерді босатуды қаржыландырдық. Рокфеллер қорын барлық газеттер мен теледидардан көрсеттік. Не үшін екенін білгің келе ме? Ол мұның басты екі мақсаты болғанын айтты. Біріншісі, бұған дейін біз халықтың жартысына да салық сала алмайтын едік. Екіншісі, енді балалар ерте жасынан бастап мектепке бара бастады. Олардың миын айналдыру, қалай ойлауды үйреттік. Олардың отбасылары енді құрыды. Балалар мемлекетті отбасы деп білетін болады. Ал мектеп олардың ресми түрде ата-аналары. Міне, әйелдерді босатудың ең басты екі мақсаты. Мен мұны бұған дейін игі іс деп санадым. Ал олардың қол жеткізгілері келген негізгі ниеттерін көрген кезде, игі бастама бетпердесінің артына жасырынған зұлымдықты көрдім. Аарон, Глория Стейнем қазіргі уақытта өзінің кітаптарының бірінде мисс журналын ЦРУ-дың өзі жасағанын мойындағанын сіз білесіз бе? Рас па? Мен мұны ешқашан естімедім. Олар мисс журналын әйелдерге салық салып отбасыны құлдырату мақсатымен жасады. Әрине, Ник маған айтты. Мен мұны білетінімді айтып отырмын, бірақ бұған ЦРУ-дың қатысы барын білмеппін. Түсінесіз бе? ЦРУ маған келді және әйелдерге жәрдем бергісі келеді деп мақтанатын. Осылайша олар осы іс-шараны қаржыландырды. Әрине, бұл бөліп жарда, билеп төсте қағидасы еді. Олар шынайы мәселеге назар аударды. Әйелдер көптеген жағдайда қонышсыз қалды, бірақ элита әйелдерге жәрдем беруді мақсат тұтпады. Олар әйелдерді шынында шахтаға лақтырып және олардың күйеулерін тартып алуды жоспарлады. Қара нәсілді отбасылардың не болғанына қараңызшы. Қара нәсілді қоғамда 50 жыл бұрын жетім балалар шамамен 10% еді, ал қазір бұл 90%-дан жоғары. Және олардың әл-ауқатына қараңызшы. Біз сендерге аздаған ақша береміз, бірақ сендердің үйлерінде еркек болмауы тиіс дейді. Осылайша бұл отбасыны әрі қарай деградациялау болды, толықтай құлдырату. Ал енді жетімдердің саны жалпы популяцияның 50%-ын құрайды. Түсінесіз бе? Бұл адамдар барлық ақшаны басқарады. Сондықтан олар заңды жазады. Бар мәселе осында. Түсінесіз бе? Олар қалаған заңдарын күшіне енгізе алады. Ал ақиқатында Америка расымен социалистік коммунистік елге айналды. Және барлығы ол капиталистік ел деп айтады. Бірақ бұл капиталистік ел емес. Сіздерде орталық банк бола тұра. Ол қалайша капиталистік бола алады? Бұл жоспарлы экономика. Бұл жоспарлы экономика, және ол жалған. Егер өркендеуді жасағылары келсе, олар жай ғана долларды басып шығарады. Олар экономикаға сандарды қолдан енгізеді. Міне сондықтан сіздерде өркендеу бар секілді көрінеді. Сіздерде шынайы өркендеу жоқ, сіздерде шынайы өндіріс жоқ, сіздерге бар болғаны ақша енгізеді. Бұл жай ғана ештеңеге негізделмеген несиелерді жіберу ғана. Ал мемлекет не істейді? Одан әрі қарызға батады. Одан да көп қарызға батады. Федералдық сақтық қор жүйесі біздің елге у болып табылады. Әрине, бұл солай. Бұл у кім ақшаны шығарса, сол заңды жазады. Мұны Ротшильд айтты.
және олар ақшаны шығарып отыр. Неге біздің еліміз үшін осы жеке банкирлер ақша басып шығаруына мүмкіндік беріп қойдық? Мұның ешқандай мән мағынасы жоқ. Біздерге ақша басып шығарулары үшін осы банктерге неге біз өсім төлейміз? Сол мезетте мұны үкіметтің өзі де өсім төлемей-ақ басып шығара алатын бола тұра. Неге? Оларда бұл сұрақтың жауабы жоқ, және бірде-бір саясаткер бұл мәселені көтермейді. Барлығының айтары сол: Американың қарызы, біз қаншалықты қарызға батып жатқанымыз. Біз қарызға батып жатырмыз, себебі қарызға ақша алуға мәжбүрміз дейді. Олар бұл жүйені біз одан сайын қарызға бату үшін солай жасады. Дәл солай. Біз өзіміз-ақ ақшаны шығара аламыз, және олар тым артық басып шығармау үшін оны алтынмен қуаттандыра аламыз. Яғни инфляция болмау үшін. Бірақ мұның орнына бізге банкирлер ақшаны шығарады, үкіметті басқарады, саясаткерлерді сатып алады. Олар кім кеңсеге отыратынын бізге хабарлайды. Оларда алаяқтық болып табылатын компьютерлік дауыстары бар. Олар бізге қалаған нәрсесін жасап отыр. Мұның бәрі тоқтатылуы тиіс. Менің Ник Рокфеллермен дос болған кезінде бір-бірімізге идея алмасып, философиямызбен және ойымызбен бөлісетін едік. Және ол, мен де олардың ұйымдарының бір бөлшегі болғанымды қалады. Сондай-ақ мен қатыса алатын әртүрлі бизнес мүмкіндіктерді ұсынды. Және менің шындықты айтып, халық үшін күресті тоқтатқанымды қалады. Санамнан бұл идеяны лақтырып тастағанымды айтты. Сенің халық үшін күресіңнің мәні неде деді. Мен кино бизнесте өте табысты болған жігіт едім. Мен айналада болып жатқан шындықты көре білдім, және мұны адамдарға жеткізуге тырыстым. Шындықты халыққа жеткізудің орнына олар менің де олардың қатарына қосылғанымды қалады. Себебі мен олардың жүйесіне қарсы күшті қозғаушы болдым, және олардың іргетасын сілкіндірдім. Оларға қарсы күресуші емес, олардың қатарына қосылғанымды қалады. Мен бұған келіспедім. Сіз бұған келіспегенде ол ашуланды ма? Жоқ, ол маған былай деп айтқан есімде. Сен бізге қосыласың, және сенің жеке куәлігің болады. Арын, сенің чипің болады, және ол KMA деп айтатын болады деді. Және мен KMA деген не деп сұрадым. Ол Kiss My Ass дегенді білдіреді, және сені ешкім тоқтатпайды. Мейлі полиция, мейлі басқасы. Сен оларға чипіңді көрсетесің, ал олар сенімен байланыспаған жөн екенін бірден ұғады. Себебі сен біздің қатарымыздансың деп айтты. Лауазымды тұлғалар қарапайым халық, яғни біздер үшін жасаған заңдарына өздерінің бағынбауы бұл озбырлықтың негізгі бағаны. Біз мұны Римде көрдік, біз мұны Гитлермен көрдік. Тыңдаңдар, мен президентпін. Егер мен заң бұзсам, бұл заңсыз болып саналмайды деп айтқан Ричард Никсоннан көрдік. Дәл солай айтқан Джордж Буш пен Дик Чейниден де көрдік. Барак Обама дәл солай жалғастырып, тұтқынға түскендерді шынайы соттың талқылауына салуға мүмкіндік бермеймін. Мен оларға кенгуру бермекпін. Құпия әскери трибуналдар, және біз оларды құпия лагерлерде ұстаймыз. Менде атқарушы биліктің артықшылығы бар деп айтқанын көрдік. Оның бәрі қайта қайталануда. Orange Country Register газетінде 2008 жылы жарияланған оқиға жүздеген мысалдың бірі. Және бұл Аарон мырзаның Рокфеллер жайлы менің қолымда KMA деп жазылған чип бар деп айтқанда мұны растай түседі. Міне соның тағы бір мысалы, арнайы нөмірлік белгілер шенеуніктерді жол ережесінен босатады. Калифорнияда 996 мыңнан астам көлікті сақтандыру, ережесіз жүру, жылдамдықты өсіру, жол салығын төлейтін бекеттерден тоқтамай өту, бағдаршамның қызылынан өту секілді ережелерден босатылған. Ал олар кім сонша? Бұлар мемлекеттік қызметкерлер. Бұлар федералдық қызметкерлер. Бұлар полициялар. Бұлар біздерді заңға бағындыруға мәжбүрлейтін, бірақ өздерін сол заңнан жоғарғы санайтын шенеуніктер. Бұл нағыз озбырлық. Сөзбе-сөз барлық ел ішінде де дәл солай. Олар бұл заңды Техаста жасауға тырысты, бірақ қолдарынан келмеді. Олар мұны шенеуніктер мен полициялар заңнан жоғары тұратын жерлерде іске асырғылары келеді. Олардың иммунитеті жеткен жерлерде, яғни қылмыс жасап жауапқа тартылмайтын жерлерде. Конгресс өздерін салықтық заң жүйесі мен басқа да заңдардан өздерін босатады. Сол мезетте халыққа талап етеді. Олар әлеуметтік қамсыздандырудан босатылады, және олар қарапайым халық алатын зейнетақыдан орташа есеппен 5 есе жоғары зейнетақы алады. Бұл тағы да солай жалғасуда. Осылайша қолында чипі барлар ұлттық қауіпсіздік бетпердесімен заңынан жоғары тұрады. Бұл сонау 1947 жылы ұлттық қауіпсіздік заңы жайлы айтады. Ал енді барша осы ішкі қауіпсіздік жүйесі. Сен не үшін адамдар үшін күресесің? Бұл нені білдіреді? Адамдар олар жай ғана құл болуы тиіс. Сен соншама қорғаштаған конституция тек бірнеше адамдарға ғана арналған. Тек аздаған адамдар ғана осындай мүмкіндікке ие болады. Барлығын билеп төстейтін аздаған элиталардың басқарғаны қоғам үшін тиімді болады деді. Және мен бұған сенбейтінімді айттым. Құдай мені жер бетінде ең жақсы адам болсын деп жібергеніне сенемін. Және барлығын ең жақсы адам болу үшін жіберді. Яғни сендерге құл болмауы, мал болмауы үшін. Және мен түсінбеймін, сендер неге барлығын басқарғыларың келеді? Бұл сендерге не үшін қажет дедім? Сосын мен одан халықаралық қатынастар кеңесіндегі барлық адамдар мұны біледі ме деп сұрадым.
Ол, жоқ, олардың көбісі игілік жасап жатырмыз деп ойлайды. Олар социализмді ең тиімді нұсқа деп ойлайды. Олардың барлығы игі іс жасап жатырмыз деп ойлайды, деп айтты. Дегенмен, жоғарыда отырған адамдардың баршасы шындықты біледі. Сонда элиталардың өздері де ішінара бөлінген бе? Әрине бөлінген. Яғни менің айтпағым, CFR-дің барлық мүшелері шамамен 2000 немесе 3000 адам. Мен нақты санын ұмытып тұрмын. Мысалы, Дэн Рейзер сияқты адамдар шындықты білмейді. Ол оларға жай ғана қосылған. Себебі CFR бұл беделді абыройлы ғой. Олар ойлайды, бұл олардың бизнесі үшін жақсы деп. Олар шын мәнінде не болып жатқанын білмейді. Түсінесіз бе? Бұл сондай зұлымдықты туындатады. Және мен үшін ең үлкен зұлымдық бұл дәл қазіргі таңда болып жатқан жағдай. Себебі 11 қыркүйекте болған жағдай жалған. Және біз 11 қыркүйек жайлы шындықты ести алмадық. Бұл менің зерттегім келген мәселе еді. Ол сізге 11 ай бұрын осындай жағдай болатынын айтты ма? Сіз 11 қыркүйек күні таңертең бірінші не жайлы ойладыңыз? Сіз қайда болдыңыз? Және қирап жатқан мұнараларды көрген кезде Ник Рокфеллер жайлы және оның айтқан сөздер жайлы ойладыңыз ба? Жоқ, мен ол күні Таитиде болдым. Сосын маған балам хабарласты да, егіз мұнарасына жаңа ғана шабуыл жасалып, олардың қирағанын айтты. Мен оған, сен не айтып тұрсың дедім. Мен Таитиде едім, және ұйқылы ояу едім. Балам, я, оған ұшақ келіп соғылды деді. Мен болған Таитиде теледидар жоқ болатын. Сосын мен аралдың келесі бөлігіндегі қонақ үйге қарай жүгірдім, және әлгі айтқанды теледидардан көрдім. Менен сол кезде бұл жайлы алғаш рет теледидардан қарадым. Және мен мұны дереу Никпен байланыстырмадым. Дегенмен көп ұзамай, Ауғанстан мен Ираққа басып кіргелі жатқанымызды түсінгенде ғана, шын мәнінде не болып жатқанын ұға бастадым. Террорға қарсы соғыс қалайша болуы мүмкін? Және шекарамызды ашып қойып, терроризмға қарсы соғыс жүргізіп жатырмыз деп қалай айтуға болады? Егер сіз немесе мен ақш-тың президенті болғанымызда, егер бізді сендіргелері келген 11 қыркүйек болған жағдайда, елге зиян жеткізбеу үшін бірінші кезекте шекараны жабатын едіңіз. Бірақ олар шекараны айқара ашып қойды. Себебі банкирлер шекараның ашық болғанын қалайды. Себебі олар бір ғана әлеуметтік үкімет болғанын қалайды. Олар солтүстік америкалық одақтың болғанын қалайды. Олар бұл континентте шекараның болғанын қаламайды. Ал 11 қыркүйек тек бастамасы болды. Олар мұны Америка халқын үрейде ұстау үшін жасады. Яғни олар бізге жасағылары келген нәрсеге біздің мүлтіксіз бағынғанымызды қалайды. Мысалы, туфли бомбашысы Ричард Рейді алып қараңыз. Сол алып денелі ұсқынсыз адам. Одан иіс шыға бастайды. Ол ұшақтың салонында отырып, сіріңкесін жағып туфлиін өртемек болды. Бұл таза надандық. Егер сіз ұшақты жармақ болсаңыз, онда сіз әжетханаға барып, есікті жабар едіңіз де, туфлиіңізді өртер едіңіз. Сіз адамдардың ортасында отырып, ұшақ ұшып бара жатқанда, оған қоса шылым шегуге тыйым салынған салонда сіріңкеге жақпас едіңіз. Дәл сол сияқты олар осы бір сандыраққа сендіргілері келеді. Бұл күлкілі ғой. Ал енді 7 шілде оқиғасы орын алды, және көптеген британдықтар мұның жалған деп ойлады, және барлық дәлелдер мұның ішкі жұмыс екеніне меңзейді. Сіз Англияда, Лондонда болған жағдайды меңзеп тұрсыз ба? Иә. Мұның бәрі далбаса. Бұл адамдарды үрейде ұстау үшін жасалынады. Бұл терроризммен болатын шексіз соғыс. Шынына келгенде ол жоқ нәрсе. Адамдар үкіметке не айтса да бағыну үшін әдейі жасалынады. Яғни тінту, сіздің киіміңізді тексеру, сіздердің ID карточкаларыңыз болуы үшін, және сіздерге чип енгізу үшін. Түсініп отырсыз ба? Яғни сіздер элиталардың құлдары болуы үшін Америка Республикасын бастапқы қалпына келтіріңіздер. Банкирлерді біздің үкіметтен қуып жіберіңіздер. Енді үкімет банктерден қарызға ақша алуын тоқтатуы тиіс. Үкімет өзінің жеке ақшасын жасауы қажет. Республиканы және жеке бас бостандығын қалпына келтіру қажет. Және біз мұны жүзеге асырмағанша, біз оларға құл боламыз. Мен Билл О'Рейли секілді адамдарды теледидардан көремін. Және олар ақпарат құралдарын қаншалықты деңгейде басқаратынын көрудемін. Мысалы, кеше түнде Билл О'Рейли шоуында әлем күте алмайды деп айтатын әлгі ұйымнан қыз болды. Және сол қыз нүктеге дөп түсті. Оның бар айтқаны шындық еді. Және Билл О'Рейли оны айкезбе деп атаудан басқа еш нәрсе айта алмады. Ол факттерге қарсы шыға алмады. Ол жай ғана адамдарды келеке қылады. Қараңызшы, біз қауіпті әлемге жылжып барамыз. Себебі банк саласы әлемге билік жүргізгісі келеді. 11 қыркүйек оқиғасы терроризм соғысының бастамасы болды. Келесі бір өтірік болып табылатын Ирак пен терроризм соғысы бізді қайда жетелеп барады. Сондықтан 11 қыркүйек жайлы жалған айту керек болды. Мұның қалай болғанын, мұнара қалай құлағанын ешкім білмейді. Біз 11 қыркүйектің алаяқтық болғанын жақсы білеміз. Ал Америка халқы мұны білмейді, және көбісі бұған сенеді. Мен Фрейестің құрылу сәтіне қайта оралғым келмейді.
Бірақ 11 қыркүйек оқиғасы бұл бірінші жалған еді. 11 қыркүйек оқиғасы Америка халқы мен бүкіл әлем халықтарына қарсы соғыстың бастамасы болып табылады. 11 қыркүйек бұл жалған, бұл алаяқтық. Осылайша 11 қыркүйек оқиғасы арқылы Ауғанстан мен Иракқа кіретін себеп пайда болды. Ал Иракта жаппай қыру қаруы ешқашан болмаған. Сондықтан бұл тағы да бір өтірік болды. Енді олар Иранға басып кіргелі жатыр. Ал сіз Иранның орнында болғаныңызда не істер едіңіз? Және жаныңызда үлкен, қуатты көрші мемлекет Америка сіздің еліңізге, жеріңізге басып кіріп, барлық мұнай кен орындарын басып алмақ болып тұрса, сіз бұған алаңдамайсыз ба? Әрине сіз алаңдайсыз. Бірақ Америка халқы бұл мәселеге ирандықтардың көзімен емес, олар бұған біздің көзқараспен қарайды. Сондықтан біз Иракқа қосымша әскер жіберіп, басқыншылықты кеңейтіп жатыр. Себебі олар Ирак пен таяу шығыс жаңа әлемдік тәртіптің бір бөлшегі болғанын қалайды. Және Саддам доллардың орнына евроны қолдануды бастамақ болды. Ол олардың барлық консулдарын жайрататын еді. Иран долларының орнына евроны қолданбақ. Иә, солай жасағалы отыр. Сол себепте мен айтып отырмын. Олар өздерінің билігін сақтап қалу үшін жасап жатыр. Және бір өтірік екінші өтірікке әкеледі. Солай өтіріктердің есігі ашылады. Және біз 11 қыркүйектің түпкі себептеріне жетпейінше, осы терроризм соғысының мәнін түсінбейміз. Және осындағы өзіміздің мәселемізді шеше алмаймыз. Енді біз Иракқа әскер жіберуіміз керек пе, әлде жібермеуіміз керек пе? Түсінесіз бе, мұның барлығы әлгі терроризм соғысынан туындап отыр. Ал сол 11 қыркүйек қайдан пайда болды? Міне, бар мәселе қайда жатыр. Және ауқымды зерттеу жүргізіп, мұнараның қалай құлағанын және мұнараның қалдық темірлерін Америкадан неге дереу шығарып тастағанын анықтамайынша, терроризм мен соғыс не үшін болып жатқанын түсінбейміз. Және осы 11 қыркүйекпен байланысты мәнсіз жағдаяттардың барлығы алаяқтық екенін дәлелдей алмаймыз. Біз Ник екеуміз көптеген мәселелерді талқыладық. Және әңгіме барысында қозғалған тақырыптардың бірі бұл әлем халқының санын қысқарту. Ол әлемде адамдардың саны тым көп екенін айтты. Кейбір тұста мен де келісемін. Расында жер бетінде адам саны көп, бірақ мен кімнің өліп, ал кімнің тірі қалуын шешетін құқығым жоқ. Дегенмен олар әлем халқын қысқартуымыз керек деп шешті. Тіпті ол жартысына дейін қысқаруы керек деді. Олар тіпті Израиль-Палестина дауын шешу барысында үлкен қиындыққа тап болғандарын айтты. Және олар тіпті Израильді Аризона штатына көшіруді де ойластырған екен. Және барлық еврейлерге $1 миллион беріп, Аризонада Израиль мемлекетін құруды да жоспарлапты. Мәссаған. Бұл мәселені жабу үшін, себебі бұл мәселені кейбір мағынада олар қадағалай алмады. Олар бұл мәселені басқара алмады. Олар өте тәкаппар, олар қалағанын жасай алады. Біз бұл адамдарға ауадан ақша жасау мүмкіндігін беріп қойдық. Және олар осы құрылғы арқылы барлығын басқарып отыр. Егер біз бұл шайқаста жеңіп, мұны тоқтату үшін, біз олардың ақша басып шығару мүмкіндігінен айыруымыз қажет. Олардың бар қуаты осы ақша шығаруында ғана. Оларда сөзбе-сөз ақша басатын машиналары бар. Иә, оларда басып шығаратын машинасы бар. Олар қалағанын жасай алады. Олар барлығын басқарады. Арын, егер біз де ақша басатын болғанымызда, онда біз де жағдайды тез бақылауға алатын едік. Және біз жай ғана басып шығарған ақшаны пайдаланғаны үшін әрқайсысы өздерінің шынайы қорын әкеп беретін еді. Мен адамдарға Америка үкіметі ақшаны қарызға алмай-ақ, оларға өсімін төлемей-ақ өздері де соны басып шығара алатын бола тұра, неге осы банктерден қарызға ақша алады? Не үшін деп айтамын? Және ешкім осы сұраққа жауап бере алмайды. Өздері де басып шығара алады. Бірақ неге Америка үкіметі қарызға батады? Біз 1913 жылға дейін өзіміз басып шығардық. 1913 жылға дейін. Осылайша адамдар, егер Америка үкіметі өзі жасаса, онда инфляция болады дейді. Олардың берер жауабы осы. Ал мен оларға, қане, шынайы қарай. Америка халқының федералды сақтық қоры бар. Ол да инфляция жасап отыр. Енді инфляциямен қоса, сіздерде қыруар қарызға батып отырсыздар. Осылайша Фрейспен бірге, сіздерде әрі инфляция, әрі қарыз бар деп айтамын. Егер Америка үкіметі алтынмен негізделген ақшаны өзі жасаса, өзі санын реттесе, онда бізде қарыз да, инфляция да болмас еді. Бірақ мен тексердім, 1780 жылдан 1800 жылға дейін инфляция бар жоғы 50% ғана құрады. Ал сосын орталық банктер түрбелен салып, соның нәтижесінде өздерінің ФРС идеясын тықпалады.
Егер біз 1913 жыл мен 2007 жылдар аралығындағы инфляцияға қарасақ, ол экспоненциалды түрде өсуде. Ал шын мәнінде доллар 1913 жылғы бағасынан шамамен 2 цент тұрады. ФРС-тің бұрынғы басқарушысы 2000-2006 жылдары ақша жиынын 2 есе арттырды. Сосын ФРС-тің жаңа басшысы Бернант келді де бірнеше жылдың ішінде тағы да 2 есе арттырамын деді. Ал сосын ол мен ақша жиынының санын құпия қылмақпын деді. Сол себепті қазір тіпті біз білмейміз, бірақ дәлелдер бар. Менің айтпағым, қисық инфляция ол ақырын өсуде. Сосын барып бірден жоғары көтеріліп кетті. Иә, ол пара болалық. Бірақ сізбен бір нәрседе келіспеймін. Линкольн президент болған тұстағы азаматтық соғысты есепке алмағанда 1800-1913 жылдар аралығында инфляция болмады. Мен доллардың құны қанша болғанын айтып отырмын. Бірақ доллар ешқашан өзгермеді. Ешқандай инфляция болмады. 100 жыл бойы ешқандай инфляция болмады. Адамдар өз ақшаларының құнын білетін және зейнетке кете алатын. Олар білетін, өмірлерін тыныш сүрсе болғаны. Ешқандай қиындық болмады. Тек 1913 жылдан бастап ФРС пайда болғалы. Біз шомбал инфляция мен үлкен қарызды қолдан жасадық. Жаңағы сіз айтпақшы, сонда бұрын инфляция болмады ма? Ол кезде ешқандай инфляция болмады. Осылайша, ақш тарихындағыдай, егер ақшаны үкімет шығарса, инфляция болмайды ма? Егер ол алтынмен бекітілетін болса. Дәл солай. Мен расында осы сұрақты зерттедім. Егер сіз ел құрылған соңғы жағдайға қарасаңыз, яғни тарихтағы кейбір жағдаяттар Эндрю Джексон дәуіріне дейін инфляцияның шолпысы болды. Мұндай жағдайлар негізінен азаматтық соғыс кезінде болды. Иә, себебі Линкольн тым көп ақша басып жіберді. Дәл-ме-дәл, дұрыс айтасыз. Бірақ бұл қалай тоқтады? Дереу инфляция да жоғалды. Тек аздаған уақыт кезеңін есепке алмағанда. Жалпы менің айтпағым, бұл сол кезде бір бөлке нанның құны, бір бөлке нан еді. Адамдар өздерінің өмірін жоспарлай алатын еді. Ал бүгінде олар инфляцияны жоспарлайды. Енді ата-аналар екеуі де жұмыс істей отырып, әрең күн көреді. Енді балалар мемлекеттік мектептерге барады. Балаларға қалай ойлау керектігін үйретіп тастады. Және олар риталин береді. Оларға осы барлық дәрі-дәрмектерді береді. Бүткіл ел одан сайын надан болуда. Мұның барлығы әлгі ФРС-тің кесірінен. Және осы банкирлер Американың құлдырауына жауапты. Егер біз осы шайқаста жеңіске жету үшін міндетті түрде ФРС-ті жабуымыз қажет. Және осы банкирлерді жауып, осы елдегі таза ақшаны қалпына келтіруіміз қажет. Осы жеке меншік ФРС-ті, оның акцияларын басқаратын кейбір отбасылар жайлы айта аласыз ба? Менің айтпағым, сіз Билдерберг клубының соншалықты білгірі еместігіңізді айттыңыз. Дегенмен бұл жүйе барлық әлемде бар дедіңіз. Бұл әлгі жыл сайын жиналып саясатты орнататындар емес пе? Сосын бұл Англиядағы корольдік халықаралық қатынастар институтына барады. Сосын бұл ақштағы CFR-ға барады. Сосын оларға бағынатын бұл органдар шын мәнінде халықтардың үстінен қарайды. Осылайша, осы ФРС-ті басқаратын отбасылар жайлы айтқаныңызды қалаймын. Сосын оны басқа халықаралық ұйымдармен байланысын айтсаңыз. Түсінесіз бе, мен ол отбасылар жайлы айта алмаймын. Себебі мен тек өзім білетін факттерді ғана айта аламын. Ал қалғанның бәрі жорамал. Сондықтан мен болжағым келмейді. Мен Рокфеллер жайлы білемін. Себебі мен онымен дос болдым. Сондықтан мен тура түпкі деректемеден айта аламын. Рокфеллер сізге ФРС жайлы және оны басқаратын отбасылар жайлы не айтты? Ол ФРС-тің негізгі акциялық пакетін Нью-Йорктағы ФРБ-ға тиесілі екенін айтты. Ал олар оның негізгі бөлігін басқарады. Осылайша Нью-Йорктағы ФРБ расында ФРС болып табылады. Дегенмен оған әртүрлі 12 банк қатысады. Оларды ФРБ басқарады. Және ФРБ шынына келгенде ФРС болып табылады. Ал қай отбасы Нью-Йорк ФРБ-сін басқарса, олар ФРС-ті де басқарады. Себебі олар негізгі қозғаушы күш. Және бұл Англия банкының қанаты ма? Англия банкі мен ФРС серіктес болып табылады. Және Англия банкі бұл Германиядағы Бундесбанк сияқты жеке меншік банк. G8 елдерінің барлық банктері жеке меншік болып табылады. Жеке меншік орталық банктері. Назар аударыңыз, Европада не болды? Европалық конституцияға қарсы дауыс берген жоқ па? Бірақ олар әлі де жалғастырып отыр. Негізінде олар евроға қарсы дауыс берген жоқ педі. Олар әлі де жалғастырып отыр. Адамдардың дауысы оларға маңызды емес. Олар қалағанын жасайды. Ал енді біздің қалағанымыз ендігі әрі түкке тұрмайды. Бұл олардың күн тәртібі. Тек олардың жоспарлары ғана маңызды. Бұл зұлымдықтың дәлелі емес пе? Біз зұлымдық шегіп жатырмыз ба деген сұрақ емес. Күмән жоқ. Біздің өмір сүріп жатқан ортамызда америкалықтар ендігі әрі еркін адам емес және басқа адамдардың қалағанын істей алмайды. Түсініп отырсыз ба? Біз құлмыз. Және бұл одан ары күрделенуде. Бұлардан құтылу үшін не істеуіміз керек? Менімше ФРС-ті жабу қажет. Сондай-ақ халық көтерілуі керек. Көтеріліс болуы қажет.
Халық тік тұруы керек. Мен жалғыз еш нәрсе бітіре алмаймын. Алекс, ешкім жалғыз еш нәрсе жасай алмайды. Біз көпшілікті бұл іске кірістіруіміз керек. Көпшілік емес, бірақ Бұл ағылшындарға қарсы соғысты жеңген, бар болғаны 5% құраған өте мықты мотивацияланған топ. Бірақ алдымен адам түсініп, ашулануы қажет. Бейқам күйде, біз білеміз. Бұның бәрі жемқорлық деу ғана емес, біз ашулануымыз қажет. меніңше адамдар істеулері керек болған істерді орындауға батылдықтары жетпейтін сияқты. Мен сіздің өте батыл екендігіңізді айтқым келеді. Өте батылмын ба білмеймін. Менде тек Сіздің менің отбасыма жасап жатқан еңбегіңізге рахмет айтқым келеді. менде ар-ұят пен әділдік сезімдері бар. Мен істеп жатқан істеріме абыржимын. Бірақ басқа амал болмағандықтан осыған барамын. Бұны қолыма алмағанда жанымды қоярға жер таппас едім. Мен өзімді Голливудтан айтарлықтай дәрежеде алыстаттым. Мәселенің бәрі осында. Түсініп отырсыз ба? Менің айтып, істеп жүрген істерімді білгеннен кейін адамдар менімен Голливудта ортақ істерге араласудан қатты қорқады. Мен тәртіпке бағынбаймын. Голливудтағы көпшілік қауым шындықты біледі, бірақ ақиқатты айтудан қорқады. Олардың көбісі менің фильмдерімді көрді, және менің шындықты айтып отырғанымды біледі. Дегенмен олар бұл жайлы еш нәрсе айтпайды, себебі бәрі қорқады. Олар неге қорқады? Себебі федералды резервтен алып отырған ақшаларын шынайы деп ойлайды. Олар жанға жайлы, тыныш өмір сүрудеміз деп ойлайды, және осылардан айырылып қалудан қорқады. Олар ақиқатты қолдаудан қорқады. Халық қарсы тұруға дайын болмайынша, олардың істеуі керек болған істерге батылдықтары жетпейді. Бұлай істелмегенге дейін еш нәрсе өзгермейді. Менің, сіздердің және біз сияқты басқа да адамдардың істеп жатқан істеріміз өзгерістердің орын алуына әсерін тигізіп, жетер, енді бұлай болмас деп халықтың оянуына себеп болар деп үміттенемін. Мәселе біздің олармен басымдылығымыздың болуында. Олар біздің әріптестігімізге мұқтаж. Түсінесіз бе? Егер біз олармен байланыспасақ, олар бізді жеңе алмайды. Сол себепті біз олардың бағдарламаларымен жүруіміз үшін олар бізбен байланысты сақтап отыруға мұқтаж. Олар бізге сатуға талпынуда. Дұрыс, олар бізге сатуға тырысуда. Көпшіліктің айтуынша, демократия мынаған сен, мынаны істе, ананы істе деу ғана. Террорлар мен соғыстан біз қорқуымыз керек. Біздің оларға ілесуіміз үшін олар әрдайым бізге сатып жіберетін нәрсені істеуге тырысады. Олармен байланысты үзген жағдайда ғана біз бұл ойынды ұтамыз. Мәселенің бәрі осында. Олармен мүлде байланыспау. Олардың бағдарламаларымен жүруді қойыңыздар. Бұны доғарыңыздар. Күштеріңізді біріктіріңіздер. Бұл мемлекетті қолымызға алу үшін, мемлекетте бостандықты қайтару үшін сен және мен президент пен вице-президенттік орындарына талпынуымыз керек. Осы талап етіледі, түсінесіз бе? Мен және сіз сияқты екі адам бостандыққа, Томас Джефферсонға сенетін, конституция заңдарын іске асыра алатындарына және мемлекетті қайта тұтас ете алатындарына сенетін мемлекеттік қайраткерлер керек. Бұны тоқтатудың жалғыз ғана жолы бұл жақсылардың қарсы бірігуі. Қателеспесем, Эдмунд Берг болу керек былай деген. Жақсы адамдар еш нәрсе бітірмеген қоғамда ғана зұлымдық гүлденеді. Дұрыс па? Біз қарап отырмауымыз қажет. Мәселе осында. Үндемеген алтын, бірақ бостандығың туралы сөз қозғалғанда үндемеу ол сары. Банкирлер, элиталарды, өтірікке толы болған билік пен жалғаншы конгрессмендерден деген қорқынышты ысырып қойып, бұлардың істерін тоқтату үшін оларға қарсы шығып, мәселелерді қолымызға алуымыз қажет. Мысал ретінде шекараларымыздың жойылуын алып қарастырыңыздаршы. Яғни үкімет құру туралы айтып отырмын. Сіз міне Америкадасыз, ал олар Америка, Канада және Мексиканы бір тұтас мемлекет, солтүстік американдық одақ деп біріктіреді. Ал Америка халқы еш нәрсе білмейді. Мәселе баспасөзде емес. Олар бір-бірін мазақтаған Рози О'Доннелл мен Дональд Трамп туралы талқылағанды қалайды. Ал мына жақта біз бір мемлекет болып бірігіп жатқанымызды айтпайды. Баспасөз беттерінен бұл туралы ешқандай ақпарат жоқ. Немесе Пэрис Хилтон іш киім кимейтінін айтқанды ұнатады. Бірақ бұл іс жүзінде кімге қызық дейсің? Бұл бұқаралық ақпарат көздерінің қаншалықты басқарылмалы екенін көрсетеді. Мына жақта Америка мен Канаданы біріктіріп бір мемлекет жасап жатыр. Алайда бұны ақпарат көздерінен көре алмайсыздар. Удобс болмаса болуы мүмкін. Бұны ақпарат көздерінен кездестірмейсіз. Іздесеңіз де ақпарат көздерінен таппайсыз. Бұл бүкіл жердегі басты назардағы оқиға болуы керек. Бүкіл жерге тарауы керек, бірақ бір ауыз сөзді көрмейсіз. Неге? Бұл бұқаралық ақпарат көздерінің басқарылып отырғанының дәлелі болып табылады. Олар Америка халқының айналада не болып жатқанынан бейхабар болғанын қалайды. Міне осы себепті олар шекараларымызды қорғамайды. Міне осы себепті біздің бостандығымызға кепіл болған құжатымыз, конституциямыздан айырылып жатырмыз. Бұған наразылардың қатары көбеюде. Қосылып жатқандар бар, бірақ біз жұмыла кірісуіміз керек. Мен бұдан былай көзімді жұмып жүре бермеймін деп айту үшін мемлекетіміздегі барлық жақсыларды жинауымыз керек. Білесіз бе, егер сараптама жүргізетін болсақ, Фрейс 1913 жылы заңсыз құрылғанын анықтаймыз. Конституциялық өзгерістер енгізу арқылы емес, жаңа жылдық демалыстар кезінде бірнеше сенаторға пара беру арқылы Америка билігінің ең маңызды болған ақша жасау мен тарату билігін жекеменшік банкке берген.
Осы ақша беретін жекеменшік банк арқылы олар бұл мемлекетті құрдымға жіберді. Олар бұл мемлекеттегі ақша сатып алу қабілеттілігін жоқ етті. Олар мемлекетімізді құртатын әлеуметтік бағдарламалар жасады. Аарон Руссо мен Рон Полдың және басқа да тұлғалардың еңбектерінің арқасында басқа адамдар олардың шынайы жауы, Құрама Штаттары мен кез келген басқа ұлттарды жаулаумен айналысып жатқан офшорлар, жекеменшік банктік корпорациялар екендігін анықтай бастады. Жекеменшік ФРС осы жердің Құрама Штаттарының плацдармы. Осы таспаға жазу барысында Рон Пол жекеменшік федералды резервтік жүйеге аудит тексеріс жүргізу үшін 87-ден артық демеушілері бар HR 1207 ісін көрсетті. Бірақ олар ақштың барлық заңдарынан, биліктің 3 тармағынан да жоғары тұратынын айтып, оларды құқық қорғаушы органдардың ешқайсысы да істерін қарастыра алмайтынын жеткізді. Не деген бассыздық, заңнан жоғары деген не сұмдық. Барлығы аудиттен өтеді екенде, бірақ бұлар ғана заңнан жоғары екен. Феодалды емес әлемдік жүйені жасап жатқан бұл плутократтар тобы, полицентрлік банкерлер елден ерекше екен. Ал бұлар билікке қол жеткізгелі, енді республикандықтар мен демократтардың арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Олар екі жақты да бақылауда ұстауда. Олар үшін президенттік сайлауда кім жеңіске жетсе де маңызы жоқ, себебі олардың өздерінің таңдағандары ғана сайлауға түседі. Түсінікті ме? Келесі жылы Хиллари Клинтон немесе Джон Маккейн президенттікке үміткер болып, қайсы бірі жеңіске жетсе де олардың айтқанын істейтін болады. Сайлау барысында сіздің жеткілікті деңгейде ақшаңыз болмаса, жеңіске жете алмайсыз. Олар ақшаны кім алып жатқанын да бақылайды. Айта кететін маңызды жайт, олар екі жақты да бақылауда ұстайды. Ал халық болса сол жақтағы қуыршақ пен оң жақтағы қуыршақтың айырмашылығын басты назарға ұстайды. Негізі қуыршақтарды игеріп отырғандарға қарауы керек еді. Шын мәнінде көп ақпараттардың мазмұны жоғарғы демократтар сенатта, банкерлер ақштың конгрессін басқаруда. Өткен аптада сенатор Дик Дурбин радиостанциядан конгресс туралы тағы ыңғайсыз шындықты айтты деген сияқты мағлұматтарды жұртқа жариялайды. Ал анық болған өзекті мәселелер өте аз қозғалады. Банктер, сену өте қиын дегенмен, біз көптеген капиталия белестерінің мықты лоббилары болып табылатын банктердің ұйымдастырған дағдарына ұшырап отырмыз. Тіке айтатын болсақ, ол оларға тиесілі. Мемлекетіміздегі ең мықты демократтардың бірі, сенаттың үздік демократы, ақш конгресі банкерлерге тиесілі екенін баяндауда. Бұл шындық, бұны мойындауымыз керек. Жұрттың назарына ұсынып отырған либералдық, көзбояушы қуыршақтарды талқылауды қою керек. Әрдайым қуыршақтың жалғандығын байқап, ұйқыдан оянған кезде олар басқа қуыршаққа ауыстырып қоя салады. Қуыршақтарға емес, сол қуыршақтарды басқарып отырғанға қарайықшы. Мен, Аарон Руссо, Рон Пол және басқа да адамдардың айтып отырғаны да осы. Жауыздыққа қарағанша бостандық мәдениетіне оралайық. Ол мен солымызға алаңдауымыз керек. Білесіз бе, 4-8 жылдан соң адамдар Обамадан жалыққанда, олар оның орнына республикашылды қояды. Және олар әртүрлі риториканы көтереді. Бірақ бәрібір де бұрынғы істерін жалғастырады. Себебі сенаттың ең жоғарғы демократы бұл жер, Ақ үй, банкерлерге тиесілі. Дегенмен дәл солар дағдарысы өздері жасап отыр, деп айтты. Күмәнданбай-ақ қойыңыз, олар мұны дизайн бойынша жасап шықты. Халықаралық валюта қоры, олардың жекеменшік құжаттары және әлемдік банк мұны мойындайды. Осы дағдарыстан олар Time және Newsweek және Wall Street Journal журналдарының нұсқасы бойынша және Лондондағы Financial Times'тағы, ал енді әлемдік үкімет деген жүздеген тақырыптар жарияланады. Олар дағдарысты қолдан жасайды да артынша. Жақсы, біздің тәсіл құлдырап жатыр және сіздерді кедейлендіреді. Банкты құтқару үшін 6 айға 12,8 триллион доллар беріңіздер деп айтады. Ал енді келіп, көміртек бөлінгені үшін сіздер салық төлейтін әлем банкін жасадық. Және жекеменшік банкерлер сіздің өмірлеріңізді басқаратын болады. Және біз Альберт Горға тиесілі 2 фирмаға жылыжайлық көміртек газы үшін жеке салықтарды төлейміз, дейді. Және бұл жұрт алдында мақұлданған. Менің айтпағым, көз бояушылық істері соншалықты мүшкіл халде. Біз оянуымыз керек, біз оларға жоқ деуіміз керек, біз ашулануымыз керек және жаңа әлемдік тәртіптің жолына тосқауыл болуымыз керек. Тағы да солай, Американы жекеменшік офшорлық банкерлер басқарады. Олар екі жақты да билеп отыр, бірақ олар сіздерді мынау алақай Coca-Cola, Pepsiге қарсы немесе ковбойлар үндістерге қарсы күресіңіздер дегенге тартып барады. Және шынайы жаһандық элиталарға және олардың жасап жатқандарына қараудың орнына жетектегеннің жетегіндегі іспетті сіздер осы ұсақ саяси шайқасқа тартылып жатырсыздар. Осылайша Американың әлемдегі ең азат ел екенін білетін адамдарды бақылауда ұстау үшін осы банкерлер Американы бақылауда ұстауы қажет болды. Біздің қаруды еркін қолдану құқығымызды ұрлап, сондай-ақ біздер құл болатын ел жасағылар келеді. Себебі олар Американы жаулап алса, әлемнің басқа да елдерін жаулау жеңіл болады. Сонымен, ойбай, бізге террористер шабуыл жасады деп. Америка халқын үрейде ұстау үшін олар 11 қыркүйек оқиғасын жасай отырып, ешқашан анықтай алмайтын дұшпаны бар қойылымды жасап шықты.
Сіз бұл шайқасты ешқашан жеңе алмайсыз. Бұл 100 жылдық соғыс. Ешқашан бітпейтін терроризммен соғыс. Және осы 11 қыркүйек болып табылатын бірінші өтірікті ұйымдастырасыз. Сосын екінші өтірік болып табылатын терроризммен соғысты бастайсыз. Сосын сіз ядролық бомбаны іздеу желеуімен үшінші өтірікпен Иракқа соғыс ашасыз. Және мұның бәрі бірінен соң бірі жалғасқан өтіріктер. Енді бұл Иран болады, келесі өтірік. Иракқа қосымша әскер жіберу. Аарон Руссоның айтқаны жайлы ақыл жүгіртіңіз. Терроризмге қарсы соғыс бұл Америка халқына және бүкіл әлем халықтарына қарсы соғыс. Элита жұртшылыққа әрқашан озбырлықты сатып келді. Алдымен өздері жек көретін азшылыққа тап беріп, немесе аутсайдерлерге. Біз жай ғана құқық туралы заң жобасына арылып жатырмыз. Құпия қамауларды өткізіп, FEMA лагерлері мен шетелдіктерге арналған әскери комиссия заңын жасаймыз. Бұл тек оларға қатысты, дейді. Енді қару-жарақ иелері, оқ-дәрі сатып алушы адамдар және соғыс ардагерлері ұлттық қауіпсіздік үшін ең қауіпті болып санала бастады. Және кейбір мағынада бұл шындық. Құқық туралы заң жобасын білетін адамдар біздің еліміз шетелдік банкерлермен жауланып, ұрланып жатқанын түсініп отыр. Сондықтан элиталар үшін ең қауіпті болып саналады. Жаңа әлемдік тәртіп дегеніміз осы. Ұлттық мемлекеттер мен әлем үкіметтерінің бірлескен жаулаушылық. Ал сосын осы жекеменшік корпорациялар өздері корпоративизм немесе фашизм деп атайтын неофеодализмнің озбырлық үлгісіне енгізіп жатыр. Муссолини айтқандай, фашизмнің ең дұрыс атауы корпоративизм болуы тиіс. Олар байлықты бақылауға алып, қоғамды басқару үшін социализм жасады. Сосын олар осы құбырлар арқылы өздеріне табыс тартып отыр. Осылайша олар біздің үстімізден билеу үшін жалпақ жұртты социалисттендіруде. Бірақ бұл бізден жоғары тұратын жекеменшік ұйым. Бұл негізінен құлдық ету. Ал енді Аарон Руссоның айтқанына ақыл жүгіртіңіз, және бұл әбден дұрыс. Бұл Америка халқына қарсы соғыс. Олар ұлттық қауіпсіздікті, полициялық үкіметті, сыртқы дұшпанмен күресеміз деп құрады да, сосын мұны MEIS және DHS құжаттарында Америка халқына қарсы қолдану үшін 180 градусқа бұрады. Мұның барлығы адамдар үшін жасалды, және Аарон Руссо нүктеге дөп түсті. Бұл бар болғаны біріне-бірі жетектеуші нәрсе. Және мұның бәрі елдерді барынша жаулау, барынша өктемдік ету позициясымен жүзеге асырылады. Америкалық доллар мен G8 барлығына үстемдік етуін сақтауына көз жеткіздік. Олардың қалауы бұл Америка халқын бақылау, әлем халықтарын бақылау, әрбір адамға микрочип енгізу. Сол себепті барлық адамдар осы орталық банктердің құлдары болып табылады. 11 қыркүйек оқиғасынан соң сіз Ник Рокфеллермен сөйлестіңіз бе? Жоқ. Бірақ ол сендер Усама бен Ладенді үңгірлерден іздеп жүрген солдаттарды көресіңдер деп айтқан болатын. Түсінесіз бе? Сендер осы жігіттерді іздеп жүрген солдаттарды көресіңдер деді. Ал мұның бәрі алаяқтық болады деді ме? Бұл жалған, мұның бәрі жасанды. Бұл алаяқтық. Ол мұны айтқанда күлді ме, әлде суыққанды түрде айтты ма? Жоқ, бұл арсыз күлкіден әрі еді. Мысқыл. Бұл барынша мынаған ұқсас болды. Барлығы қандай ақымақ еді. Қарашы, барлығы қандай ақымақ. Біз қалағанымызды жасай аламыз. Бұл күлерлік. Бұл әлгі 14 рет өлтірдік деп мәлімдеген Аль-Завахир секілді. Сосын олар ешқашан. Біз оны өткен жолы өлтірмедік, бірақ біз оны осы жылы өлтірдік деп айтпайтын. Олар жосықсыз болып көрінбеу үшін тәжірибе жасап жүргендей. Ал Бен Ладеннің Америкадағы ауруханада жатып, бүйрегін емдетіп жатыр дегені жайында ше? Дұрыс па? Америкадағы ауруханада емес пе? Егер оларға Усама бен Ладен керек болғанда, олар тауып алар еді. Ол мұрнының астында болды ғой. Біздің әскерлер содырларының басшыларын ұстағанда генералдар оларды жіберуге бұйрық беретін. Және тек осындағы газеттерде ғана емес, сол жақта да жарияланды. Сосын Пэт Тилман осыған шағымданған болатын. Сосын оған оқ атылды. Мен оның ағасымен сөйлестім. Рас па? Сосын оған қастандық етілді. Артынан барып Әл-Қаиданың артынан қуған батыр атанды. Әлде кім оның артынан оқ жаудырды. Міне, қараңызшы, біз аса зұлымдықпен шатысып тұрмыз. Бұл барып тұрған зұлымдық, және Америка халқы ұйқыдан оянып, біз бұдан былай мұндай зұлымдыққа төзбейміз. Және біз адалдық пен адамгершілік, тұтастық пен әділеттілік еліне қайта оралғымыз келеді демейінше, біз осы жолмен жүре береміз. Және бұл адамдардың орындарынан тұрып, біз бұдан былай мұндай әлемде жасағымыз келмейді деп айтуы қажетті, міндетті. Біз әскерімізді Ирактан шығаруымыз керек деп есептеймін. Және де біз басқа елдерді жөніне қалдыруымыз қажет. Басқа елдер өз алдында қалағанындай өмір сүрсін. Басқарудың ең нашар түрі болып табылатын әлгі демократияны бүкіл әлемге таратуды доғарыңыздар. Республикамызды бастапқы қалпына келтіріңіздер. Және ата-бабаларымыз қалап кеткен республиканы қайтаруға тырысыңыздар. Қараңызшы, бар мәселе біздің жұмыла күресуімізде ғана, әрбіріміз.
Алекс, мен және сіз екеуміз бәрін істей алмаймыз. Мен және сіз басшы бола аламыз, ал адамдар бізге құлақ салар еді. Америкалықтар иық тіресіп ұйымдасуы қажет. Олар жұмыла кірісіп, мен қатты ашулымын, мен бұған төзбеймін, деуі қажет. Біз орнымыздан тұрып шайқаста күресуіміз қажет. Мен де, сіз де жалғыз мұны жасай алмаймыз. Біз тек мұның барлығына жөн сілтей аламыз. Ал басқа адамдар бізбен иық тіресіп тұрып, жетер, мен енді бұны жемеймін деуі қажет. Осы шайқаста бізге керегі осы. Және үкіметпен серіктес болуды, және олардың барлық ережелері мен қаулыларына тоқтау салуымыз қажет. Баршасын ояту қажет. Менің фильмдерімнің және сіздің фильмдеріңіздің DVD дискісін таратып, не болып жатқанын хабарлайтын ақпаратты жеткізуіміз қажет. Түсінесіз бе? Егер сіз парақорлықпен күреспесеңіз және өмірдегі ізгі іске қолдау болмасаңыз, онда ақыр аяғында сіз құл боласыз. Өзіңізден кейінгі ұрпақтарыңызға озбыр әлемді қалдырып кетесіз. Сондықтан сіздің адамгершілігіңіз болса, басқаша әрекетке қалай барасыз? Сіз өмірдегі ізгі іс үшін күресуіңіз қажет. Егер мұны жасамасаңыз, сіз толсыз. Түсінесіз бе? Еркіндік бұл адамдардың шынайы қалауы. Және үкіметтің екіжүзділігі мен бізге өтірік айтуын тоқтатуымыз керек. Көріп тұрсыз ғой, көптеген адамдар бұл елде не болып жатқаны жайлы шындықты біледі. Олар 11 қыркүйек жайлы шындықты біледі, бірақ олар орындарынан тұруға қорқады. Адамдар батылдығын қолға алып, орындарынан тұрып, мен шындықты білемін, енді төзбеймін деуі қажет. Қазір сіз шындықты айтсаңыз, сізді ақымақ көрсетуге тырысатын жағдай қалыптасқан. Басқаша айтқанда, егер әлдекім ТВ шоуға барып, 11 қыркүйек үкіметтің ісі деп айтса, тух, сен ақымақсың, сен есіңнен ауысқансың дейді, сізді керемеждейді. Сіз бұдан қорықпауыңыз қажет. Ендігәрі бұл жүрмейді. Менің айтпағым, бізді тек ақымаққа шығарғаннан басқа оларда факт жоқ. Иә, біз мұны білеміз. Олар сондай-ақ әпенділерді алады да, оларды бізге ұсынады. Тағы да бір тактика. Дұрыс, дәл солай. Билл О'Рейли бұл рөлде жақсы ойнайды. Шон Хеннет жақсы сомдайды. Түсінесіз бе, олар тек өздерінің шамасы жететін адамдарды ғана көрсетеді. Мұндай жігіттерді неге ондай деп ойлайсыз? Олар ақымақ емес. Менің айтпағым, мен оларды танитын жігіттермен сөйлестім. Олар шындықты біледі. Оларды неге зұлымдыққа қосылған деп ойлайсыз? Бұл олардың жүректерінде болуы мүмкін. Менің айтпағым, менде осындай мүмкіндік болды. Жүрегімде де, алда барбап өзімді сату. Мен мұны жасай алмадым. Сондықтан болу керек. Менің айтпағым, мен немесе сіз қалайша мұндай істерге саналы түрде қатыса аламыз. Қара нәсілді африкалықтарға арналған вакциналарға қалайша спид вирусын қосады. Менің айтпағым не болып барады өз. Біз де анау айтқандай жақсы жігіттерміз демеймін. Мен де бір ерекше жақсы адаммын деп ойламаймын. Бірақ мына қарғыс атқыр элитаға не болған өзі? Олар кім соншама? Олар неге сонша зұлымдық жасайды? Олар үнемі зұлымдық жасайды да жүреді. Менің ойымша олардың көбісі игі іс жасап жатырмыз деп ойлайды. Олардың көбісі жақсылық жасап жатырмыз деп ойлайды. Жоғарғы элита емес, солардың жүйесіндегі адамдар. Маған Ник айтқандай, бар әңгіме басқару мен билікте деп ойлаймын. Оларда барлық ақша бар. Олар қалаған ақшасында жасай алады. Олардың қолында ақша басатын машиналары бар. Мәселе ақшада емес, мәселе билікте болып тұр. Әңгіме олардың әлемді қалай басқарғылары келгенінде. Мен де, сіз де даралыққа сенеміз. Даралық бұл үстемдік етуші күш. Бүгінде біз адамдар үстемдік ететін емес, институттар үстемдік ететін әлемде өмір сүреміз. Түсінесіз бе? Біз еркін халықпыз, ал бүгінде біз мекемеге арналған мекемеміз. Адамдар әлде бір екінші реттік болды. Мұның бәрі әлгі корпорациялар мен мекемелер жайлы. Және ФРС әлемдегі ең үлкен мекеме болып табылады. Сіз білесіз бе, егер сіз біреуден әлемдегі ең үлкен корпорация қандай деп сұрасаңыз, олар Google немесе Walmart немесе Exxon деп айтады. Бірақ әлемдегі ең үлкен корпорация ФРС болып табылады. Және басқа барлық корпорациялар ФРС-ның емізгегінен нәр алады. Түсінесіз бе, бұл әлгі монополия ойыны сияқты. Банк үнемі жеңіске жетеді. Оның таусылмайтын ақшасы бар. Бұл әлгі тақтада ойнайтын адамдар емес. Дәл айтасыз. Банктың тақтасы, қорабы бар. Дұрыс. Және оның тұратын сөресі бар. Сіздер оларға ақша шығару мүмкіндігін берген соң, осындай жағдайлар болып жатыр. Сіздер мұны тартып алуларыңыз қажет. Біз жекеменшік банкерлерден банкты тартып алуымыз керек. Дәл солай. Ақша шығару мүмкіндігін алсаңыздар, түйткілді мәселелердің 95%-ын шешесіздер. Америкаға қараңыздар. Қытай секілді жыл сайын 10% өсім еді. ФРС жаулап алмағанша ақшта 10% өсім болды. Егер сіз бұған қарасаңыз, қалайша барлығы құлдырап жатқан көресіз. Иә, олар америкалық жұмыс күшін жойды. ФРС осы Америкадағы инфляцияны жасады. Бұл дегеніміз америкалық жұмысшылар әлеуметтен артта қалмау үшін екі есе ақша көп табуы қажет.
Олар күнкөріс үшін қанша ақша көп жұмсаса, әлемдік экономикада соншалықты бәсекеге лайықты бола алмайды. Міне сондықтан біз жұмысшыларға күнкөрісі үшін көп ақша төлеуіміз қажет. Әлгі айтпақшы, арзан жұмыс күшін шетелден алып келейік дейді. Шын мәнінде бұл ортаңғы топ жұмысшыларына қарсы соғыс. Әрине, дәл солай. Банкирлер ақша басып шығарады. Расында бұл ортаңғы топқа қарсы соғыс болып табылады. Олардың мақсаты кез келген жекеменшік қорларды, байлықтарды және тәуелсіздікті жою болып саналады. Иә, бірақ менің айтқым келгені, олар өздері жасаған инфляцияның себебінен басқа елдер бәсекелесте жеңе бастады. Себебі басқа елдер жұмысшыларға біз сияқты көп ақша төлемейді. Сондықтан біз енді бәсекеге лайықты емеспіз. Осылайша біз өндірістік базаны жоғалттық. Біз бәсекелестікті жоғалттық. Баяғыда сіз тек Америка тауарын алатынсыз. Ол кезде Жапониядан ешкім сатып алмайтын, себебі тауар сапасыз болды. Ал бұл бізге не береді? Бұл дегені Америкаға тек әскери күшті ғана қалдырады. Сонымен элита бізге ымыраға келуді ұсынып отыр. Біз сендерге әскери қуатты арттыра береміз және сендерге ұлттық қауіпсіздік орындарынан жұмыс береміз. Жаңа әлемдік тәртіптің мәжбүрлейтін бульдогы болу үшін экономиканы ауыстырамыз. Иә, жаңа әлемдік тәртіптің. Дәл солай. Және экономиканы бақылай отырып, олар баршасын осы бағдарға мәжбүрлеуде. Бұл әбден дұрыс. Иә, бұл әбден дұрыс. Және мұнда ендігәрі өндіріс жоқ. Біз қызмет экономикасы болып табыламыз. Біз ештеңе жасап шығармаймыз. Біз еш нәрсе өндірмейміз. Біз ендігәрі әлемге ештеңе бере алмаймыз. Ең алдымен фашизмнен бостандыққа фильмін барлығыңыз көрулеріңіз тиіс. Себебі біз табыс салығымен жасалған алаяқтықты көрсетеміз. Және төрешілер мен адамдарды себепсізден түрмеге жабуын, және сот төрелігі жүйесіндегі жемқорлықты, және Фрейздің қалай пайда болғаны, және ол қоғамды қалай басқарып отырғанын көрсетеміз. Және халықаралық есеп айырысу банкі арқылы барлық орталық банктердің қалай жұмыс істейтінін көрсетеміз. Ол Швейцарияда орналасқан және барлық орталық банктердің орталығы болып табылады. Олардың баршасы бір ғана әлемдік үкімет және бір әлемдік тәртіп орнату үшін бірігіп жұмыс атқарады. Осылайша, фашизм мен бостандыққа фильмі арқылы сіз әлемде не болып жатқаны жайлы негізгі білімдерді аласыз. Және мен баршаңыз осы фильмді көрулеріңізді қалаймын. Бұл өте маңызды. CFR жайлы айтқанда, жік-жікке бөлу тұрғысынан менің айтпағым, осы ұйымның мүшесі болып табылатын көптеген жақсы адамдар да бар. Олар расында бұл ұйымдар не үшін құрылғанын білмейді. Мысалы, мен Германияда қатерлі ісіктен емделіп жатқанымда ауру досын көруге бір джентльмен келді. Ол халықаралық қарым-қатынас кеңесінің мүшесі еді. Мен онымен сөйлестім және оған әлгі фильмді көрсеттім. Ол, о Құдайым, мен қызметтен кетемін. Мен CFR-дің не екенін мүлдем түсінбеген екенмін деді. Ол шынында білмейтін. Ол осы абыройлы ұйымның мүшесімін деп ойлаған жақсы жігіт еді. Иә, олар жақсы адамдардың сыртынан бақылау үшін өздеріне тартатын. Өзіңнің досыңды жақын тұт, ал дұшпаныңды одан да жақын ұста. Көптеген адамдар CFR-ді абыройлы ұйым деп оған қосылады. Және олардың бизнесі үшін тиімді болады деп ойлайды. CFR-дің мақсаты әлемдік үкімет екендігін олар түсінбейді. Ол және үш жақты комиссия, Билдерберг клубы, барлығы орталық банктермен бірге адамдарды басқару үшін жұмыс істейді. Олардың көпшілігі мұны түсінбейді. CFR, бұл абыройлы ұйым. Мен ананы жолықтырамын, мен мұнаны көремін. Мен бірнеше бизнес келісім жасай аламын дейді. Олар үшін бұл тек бизнес. CFR қолында пәрмені бар адамдарды өздеріне барынша тартуға тырысады. Сондықтан олар осы жүйенің мүшесі. CFR жүйеге қарсы емес. Бүгінде барлық ел дәулетті және дәулетті емес болып екіге бөлінді. Сіз өте бай боласыз, ал ортаңғы топ жойылады да кедейлер пайда болады. Бұл расында барлығын билеуші және сәнді пиарды қолданатын мафия емес пе? Сіз оны мафия дейсіз бе, басқаша атайсыз ба, өз еркіңіз. Бұл шүбәсіз қылмыстық ұйым. Мұнда шүбә жоқ. Бірақ бұл өте беделді қылмыстық ұйым. Әлгі қай сөз сәйкес келеді? Зор, құрметті стиль. Бұл сондай құрметті. Адамдар болған қылмыстық ұйым ретінде қарамайды. Олар құдды бір теңдессіз іс атқарғандай. Адамдар Аланс Гринспенға батыр секілді қарайды, маэстро. Оған не болды деп ойлайсыз? Ол 60-шы жылдардың аяғында Айн Рэнд кітабының тақырыбының үлкен бөлімін жазды. Ол Фрейздің қаншалықты жаман екендігін айтқан. Және бізге алтын стандарт керектігін, яғни ақша қазынадағы алтынға сәйкес болу тиістігін, және банкирлер бізді тонап жатқанын айтқан болатын. Иә, түсінесіз бе? Сіз нақты Әзәзіл мен келісімге отырасыз.
Бұл оған әлемдегі ең беделді адамдардың бірі болуына мүмкіндік берді. Және бұл оның бұрын соңды ойламаған дүниелерге қол жеткізуіне мүмкіндік берді. Және бұл өте еліктірерлік, бұл өте жағымды әтір. Жалпы менің айтпағым, олар маған келгенде және осы жайлы айтқанда бұл мені де еліктірді. Мен мұны ойладым. Олар менен әлгі теңіз жанында түнгі клубтар желісін ашуды қалайсың ба деп сұрады. Біз мынаны жасаймыз, біз ананы жасаймыз. Менің айтпағым, осының баршасы маған ұсынылды. Бизнес, кәсіпорын, бірақ мен Сіз мұның не екенін білесіз бе? Бұл сіздің болмысыңыз. Сіз жақсы адамсыз, сондықтан сіз бұған келіспедіңіз. түсінесіз бе, мен адамдарға қиянат жасай алмаймын. Мен бұған келісе алмаймын. Менің адамгершілігім бар, және адамгершілігім мұны істеуге жол бермейді. Адамдар мені өте батыл дейді. Мен өзімді батыл санамаймын. Менің ойымша, менде тек адамгершілік бар. Және менің адамгершілігім адамдарға қиянат жасауға жібермейді. Мен бұдан жиіркенемін, мен бұған сенбеймін. Иә, мен келісемін. Мен жаман істер жасағанда мен өзімді жаман сезінемін, ал игі іс жасағанда өзімді жақсы сезінемін. Иә, дәл солай. Менде де дәл сондай сезім болады. Және бұдан не шығарын білмеймін. Менің айтпағым, менің көп ақшам жоқ, бірақ менің аздаған ақшам бар. Бұдан артық не керек? Егер қаласам саяхатқа бара аламын. Мен балаларымның мектебіне қаржы бере аламын. Мен бақыттымын. Менің әйелім өзін жайлы сезінеді. Енді не үшін көшеге шығып адамдар зорлап ақша табуым қажет? Білесіз бе, ақша бұл қызықты нәрсе. Бір кезде мен Майкл Эйнснермен сөйлестім. Мен оған, бәлкім сізде $1 миллиард бар шығар, бірақ оның бәрі жай доллар. Түсінесіз бе? Егер доллардың ісі қиындаса, сіздің қанша ақшаңыз қалады? Бар мәселе осында. Барлығы ақш доллармен өлшенеді. Барлығы доллармен жоспарлайды, бірақ доллардың ешқандай құны жоқ. Және күндердің күні ол бастапқы қалпына қайтады дедім. Иә, расымен де біз өмір сүретін барша қаржылық әлем бұл матрицаның алаяқтығы. Иә, дәл солай. Міне сондықтан доллар бір күні құлайды. Және олар мұны қолдарынан келгенше ұзақ ұстап тұрғылары келеді. Және әркез олар нарықта манипуляциялауды қалағанда қолдарынан келеді. Егер олар алтынның құнын түсіргісі келсе, түсіреді. Егер олар қор нарығындағы бағаны көтергілері келсе, көтереді. Олар қалағанын жасай алады. Ендігәрі еркін нарық жоқ. Сіз капиталистік қоғамда өмір сүрмейсіз. Ал олар болса бізге бұл капиталистік жүйе және еркін нарық деп күні бойы айтады. Дегенмен олар қаржылық және саяси соғыс жүргізіп отыр. Дұрыс айтасыз. Аарон Руссо, бұл сұхбат үшін мен сізге алғыс білдіргім келеді. Сіздің тағы қосарыңыз бар ма? Жоқ, мен бұл үшін қуаныштымын. Ал сіздің веб-сайтыңыз ше? Менің сайтым freedomtofascism.com. Сайтқа кіріңіз де қараңыз. Дегенмен халайық, сіздер білесіздер ме? Менің айтпағым, елдеріңізді қайтарыңыздар, конституцияны қалпына келтіріңіздер. Біз үшін осы банкилер жасауына жол бермеңіздер. Орындарыңыздан тұрыңыз, олардан қорықпаңыздар. Және менің жоспарларым бар. Және мен өзімнің шаруаларымды бітіргенде, біз оларды әшкерелейміз. Мен мұны қолдаймын. Рахмет, Алекс. Адамдарға ақиқатты айтып, сіз жақсы іс атқардыңыз. Және әлгі адамдар тарапынан мазаққа ұшыраймын деп қорықпаңыз. Түсінесіз бе? Егер 11 қыркүйек оқиғасы жалған болса, расында солай екен білемін. Онда орныңыздан тұрыңыз да мұның жалған екендігін айтыңыз. Ақиқатты айтудан қорықпаңыз, және сізде билік мазақ қылуына жол бермеңіз. Сіз Чарли Шиннің ісі жайлы не ойлайсыз? Маған Чарли Шиннің жасаған ісі ұнайды. Мен оның жасағанына құрметпен қараймын, және мен оған қол шапалақтадым. Оған шабуыл жасалғанда, адамдар бұл шабуылды көре білді, құдды бір сезіп тұрғандай. Иә, көріп тұрсыз ба? Адамдардың көбісі көшеге шығып, дәл жаңағыдай жасамайды. Чарли мұны жасады, мен онымен мақтанамын. Дэвид Линч мұны жасады, бірақ ақпарат көздері ақылды болды, және осы жолы асамады. Бірақ қалғандары мұны жалғастыра алмай жатыр. Себебі олар ақпарат көздерін басқарып отыр. Джеймс Бролин бұны The View-да жасады. Мен бұл жайлы естідім. Мен солай естідім. Дегенмен тағы да олар іліп ала алмай жатыр. Барбара Уоттерс құдды бір жүрек талмасы бар секілді көрінді. Бірақ адамдар мұны іліп ала алмады. Көрдіңіз бе? Олар тақырыптың әрі қарай таралуына мүмкіндік бермейді. Егер біреу ақиқатты айтса, олар үндемеу арқылы мұны өлтіріп жатыр. Бірақ олар үнемі терроризм мен соғыс жайлы ауыз толтыруды жалғастырып жатыр. Олар осы жалғанда адамдардың мәңгі есінде қалу үшін жалғастырып жатыр. Және мұның себебі біз оларға ақша шығару мүмкіндігін бердік. Және олар ақпарат көздерін басқарады. Олар үкіметті басқарады. Олардың баршасы бір төсекте. Осылайша сіз осы барша азғырушылықпен үнемі күресудесіз. Және бұл өте қиын күрес. Америкалықтар, жұмылыңыздар, бірігіңіздер, тік тұрыңыздар. Үкіметке ашулы екендеріңізді және олармен ендігәрі әріптес болмайтындарыңызды айтыңыздар. Еркіндікті және Америкадағы өзіңіздің жеке даралығыңызды қалпына келтіру үшін бар күштеріңізді салыңыздар. Мекемелерге арналған мекемелер басқаратын ел болуды доғарыңыздар.
Қанекей, мекемеге арналған мекемелерден біз еркін халықпызға оралайық. Өздеріңіздің жеке дара құқықтарыңыз үшін тұрыңыздар. Әрқайсыңыздың жүрегіңізде бар діншілдікті қорғау үшін тұрыңыздар. Аарон Руссомен болған осы тарихи сұхбатты тамашалағаныңыз үшін рахмет. Өтініш, осы фильмді көрген соң бір орында тұрып қалмаңыз. Осы жекеменшік ФРСті зерттеңіз және түсініңіз. Біз үш басты айдаһардың құйрығын емес, басын аңдуымыз керек. Түсінесіздер ме? Біз саяси партиялармен күні бойы күресе аламыз, бірақ біз мәселенің тамырын, өзегін таппайынша ештеңе жақсы жаққа өзгермейді. Қазір бізде осы барша валютаны басып шығаратын билеуші жекеменшік банкирлер бар, және олар адам сенгісіз қылмыстар жасады. Және олар өздерін заңнан жоғары тұрамыз деп бассыздықпен мәлімдейді. Ханымдар мен мырзалар, біздің басқа таңдауымыз жоқ. Не біз оларды, не олар бізді. Яки жаңа әлемдік тәртіп биліктен кетеді, яки әлем бұдан да сорақы соғыстарды, озбырлықтарды және осы евгенистермен құрылған полициялық үкіметті көреді. Осылайша Аарон Руссоның құрметі үшін және барлық кездерде де еркіндікті сүйгендер үшін және болашақ ұрпақтарымыз үшін, сол адамзаттың игілігі үшін, қанекей, осы жекеменшік ФРСті соттық тексеруден өтуін талап етейік. Қанекей, банкирлерді қамауға алайық. Қанекей, барлық осы шетелдік бірлескен қылмыскерлердің артынан тебейік және оларды елден қуып шығарайық. Республика конституциясын қайтарайық. Қанекей, олар бізге теледидардан көрсетіп отырған либералдық қуыршақтарына алаңдауды доғарайық. Қанекей, сол қуыршақтарды басқарып отырған әлгі жаңа әлемдік тәртіптің архитекторларына қарайық және оларды жауапқа тартайық. Егер біз оларды әшкерелеп және біз оларға қарсы ашық сөйлесек, осы тәкаппар жексұрындардың судан құрақ шығуға мүмкіндігі жоқ. Және барша шындық сыртқа шыға бастады. Тіпті бұқаралық ақпарат құралдарының өзінде заңнан өздерін жоғары қойған осы қылмыскерлер тобы біздің ұлтты жаулап алған. Бірақ олар тек біздің санамызда ғана заңнан жоғары. Біз оларды қылмыскерлер ретінде әшкерелеуіміз керек және оларды жауапқа тартуымыз керек. Айнаға қараңыз, сіз сол шешімсіз әрекет етіңіздер және Аарон Руссо, Рон Пол және көптеген сол сияқты адамдардың қатарына қосылыңыздар. Сіздерді Құдай жарылқасын және осы фильмді қарағандарыңыз үшін рахмет. Енді ұлтымыздың шынайы дұшпаны жайлы шындықты таратыңыздар. ФРСті жабыңыздар. Жаңа әлемдік тәртіп тоқтасын. Жекеменшік орталық банктердің үстемдігі жойылсын.